Армысыздар, құрметті әріптестер. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бүгінде қазақ тіліне қатысты үлкен бір іс-шара басталды. Қош келдіңіздер. Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Қазақстан Республикасындағы қазақ тілін оқытатын оқытушылардың бірлестігі атынан семинар ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдіс тәсіл құрал деп аталады. Семинар тақырыбының негізгі мақсаты, қазіргі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, мектепте, колледжде және жоғары оқу орындарында оқытылып жатқан қазақ тілі және әдебиеті пәндерінің арасында біраз бағдарламалық деңгейде болсын, оқытылу деңгейінде, оның әдіс тәсілінде болсын, біраз айырмашылық бар. Бұл айырмашылық ең алдымен мектеп бағдарламаларының әртүрлі бағытта өзгеруіне байланысты болды. Жетілдірілген бағдарлама мектепке кіргенімен жоғары оқу орындарында осыған дейінгі классикалық үлгі сақталып қалып отыр. Оның жақсылығы да бар, дәстүрге беріктігі де бар. Сонымен бірге қазіргі таңда жоғары оқу орындарында оқытылатын қазақ тілінде жаңадан еніп жатқан өте өзекті мәселелерге арналған бағдарламалы курстарда жүргізіліп жатыр. Құрметті әріптестер, бүгін біздің арамызда Жамбыл облысының мектептері, мектеп мұғалімдері және тіл басқармасында істейтін мамандар, ғалымдар және жоғары оқу орындарының оқытушы ұстаздары отыр. Бағдарламаны ұйымдастыруымызға түрткі болған нәрсе, биылғы оқу жылында бізге мықты докторанттар түсті. Докторанттармен кезекті дәріс барысында осы қазақ тілін биылғы оқу жүйесінде қалай бастау керек, қандай өзекті мәселелер бар, қазақ тілінің өміршеңдігі үшін биылғы оқу жылында қандай ақпарат берілуі тиіс деген мәселелер қаралды. Оның нәтижесінде осындай бір семинар тренинг өткізсек қалай болады деген ойға келіп тоқтағанымыз рас. Сондықтан, құрметті әріптестер, бүгін біз сіздерге Орхон Енисей жазуының тарихынан бастап, қазіргі таңда кәсіби сөз бен терминдер қалай оқытылып жатыр, мектеп бағдарламаларына қалай береміз, жоғары оқу орындарында оның бағдарламасын түзіп қалай оқытамыз, көркем шығармаларда ұлттық кодты қалай табудың әдіс тәсілін үйретудің жолдарын қалай үйретеміз, қазақ тілін оқытуда технологиялық құралдарды қазір қалай қолданып жүрміз деген мәселелер төңірегінде пікір айтпақшымыз. Ең алдымен бүгінгі қатысып отырған және осы қатысуды ұйымдастырып отырған азаматтарға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Сіздерге көп рахмет. Осы істеген ісіміздің бәрі ұлы қазақ тілі үшін, қазақ тілінің өміршеңдігі үшін деп ойлаңыздар. Құрметті әріптестер, уақытты көп алмау үшін алғашқы сөзді Орхон жазуының тарихы мен оны оқытудың креативті әдістері деген тақырыпта филология ғылымдарының кандидаты доцент Әбітжанова Жанар Алтынбекқызына береміз. Әбітжанова Жанар Алтынбекқызы онлайн қатысып отыр. Жанар Алтынбекқызы, сіз қатыса алдыңыз ба? Иә, сәлематсыздар ма? Көп рахмет, сөз өзіңізде онда. Құрметті қатысушылар, сәлематсыздар ма? Демонстрация экранына бересіздер ма? Берді, шығара беруіңізге болады. Құрметті қатысушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз Орхон жазуының тарихы мен оны оқытудың креативті әдістері деп аталады. Даусым сіздерге естіліп тұр ма? Естіледі. Жанар, естіліп тұр, айта беріңіз. Естіліп тұр. Бұл енді көне тіліміздің тарихы бізде әріден басталады.
Яғни бүгінгі тіліміздің байлығы, көркемділігі, жүйелілігі, үндесімділігі, осындай дүниелердің барлығы біздің 5-ші, 6-ші, 7-ші ғасырдағы көне түркі ескерткіштері тілінен басталады. Сондықтан бүгінгі күнде бізде аса бір маңызды болып табылатын дүние бұл жаңағы жоғары оқу орындарында, орта мектептерде осы көне түркі жазуларын үйретіп, оның мәтініне дендетіп, жаңағы тарихымызды, өзіміздің өткенімізді жақсы білуіміз шарт деп ойлаймын. Сондықтан біздердің бүгінгі күндегі ең үлкен маңызды мәселе осыған құрылу керек деп ойлаймыз. Енді жалпы сіздерге көне түркі жазуы және жазба ескерткіштері туралы біраз мәліметтерге тоқталып өтсек. Жалпы жазудың құрылымы білесіздер, бұл біздің қазіргі ру тайпаларымыздың таңбаларына ежелден ұқсайды. Бұның арғы бастаулары Финикия, Соғды жазуларымен бірге байланысы бар дегенде мәліметтеріміз бар. Жалпы көне түркі әліпбиі дыбыстық жазу түрі болып саналады. Сөздердің барлық дыбыстарының таңбалары бар. Жалпы Орхон Енисей ескерткіштерінің бізге мәлім 3 түрі бар. Енисей ескерткіштері, Талас ескерткіштері, Орхон ескерткіштері деп аталады. Енді даму тарихы жағынан ең көнесі бұл Енисей ескерткіштері деп табылады. Енисей ескерткіштерінің бүгінгі таңда 150-ге тарта түрлері табылды. Талас ескерткіштері мына оңтүстік Қазақстан, Жетісу, сыр бойы, Жамбыл, Қырғызстаннан табылды. Ол 20 шақты деп айтамыз. Жалпы мына Орхон Енисей ескерткіштері бұл көне ескерткіштер Монғолия өңірінен табылғандықтан табылу орнына қарай Орхон Енисей ескерткіштер деп аталады. Әсіресе Орхон ескерткіштерін білесіздер, бұл жаңағы ең ірі ескерткіштер. Білге қаған, Тоныкөк, Күлтегін, Мойыншор, Сутша, Өнген, Тарият, тағы басқа ескерткіштер жатады. Жалпы бұл ескерткіштерді біздер 18-19 ғасырдан бастап зерттей бастадық деп айтуға болады. Ал енді 5-10 ғасырға дейін біраз ескерткіштер табылу орындарына қарай, мәтіндеріне қарай осындай уақытта өмір сүрген, бірақ 11-12 ғасырларда осы көне түркі жазуын біз араб жазуы ығыстырып шығарды деп айтамыз. Жалпы осы көне тіліміздің көзін әсіресе ең таза сақтап, түркі тілдерінің ішінде ең таза сақтап қалған бұл қазақ тілі. Қазақ тілі екендігін Милиарадский айтып көрсеткен болатын. Енді 5-10 ғасыр дегеннің өзінде де қарап отырсаңыз, ескерткіштер тілінде грамматикалық ерекшеліктер бәрі толық қалыптасқан, сөздерінің мағыналық ерекшеліктер бәрі бар, жүйелі, сондай көркем, бай тіл. Ал енді бұның арғы бастауы, яғни бұл 5 мен 10 ғасыр деп айта алмаймыз. Арғы жақта бұл тіл толық қалыптасып, осы ескерткіштер тілінде көрініс тапқан. Яғни бұны Қаржаубай Сартқожаұлы жаңағы біздің заманымызға дейінгі 14 ғасыр мен біздің заманымыздағы 11 ғасырға дейінгі аралықтарда осы түркі моңғол тайпаларының таңбалары өмір сүрген, таңбалары болған. Яғни бұл жазу, көне түркі жазуы біздің түрік тайпаларының өнімі, таңбасы, өзінің өндіріп шығарған таңбасы болып табылады. Ал енді оның осы ескерткіштерге біз аса өте жақын болғандықтан, мен енді осы Анар апайымыздың арқасында, Салқынбай Анар апайымыздың арқасында Орхон Енисей ескерткіштерінің тілінің дегі метафоралардың уәжілігі мен семантикасы деген тақырыпта диссертация қорғағам. Тұтастай осы бір зерттеуіміздің барысында шынында да көзіміз жетіп отыр. Бүгінгі тіліміздің байлығы, көркемдігі, жүйелігі, сондай бір көнелік сипаты осы 5-8 ғасырларда сақталған екен. Сондықтан бұл сөздің жаны бар, яғни арғы жақта 5 ғасырға дейін де түркі тілінің өз бастауларын алады деп есептейміз. Тіпті мына сақ ғұндардың кезінде де жазулар болған, ал енді осы сақ ғұндардың заманындағы жазулардың өзі осы көне түркі жазуларының алғашқы формалары болып табылады деп айтамыз. Яғни біздің бүгінгі тілдегі жаңа Милиарадский айтып отырған ең
таза сақтап қалған көне түркінің жаңағы жазуының тілдік белгілерінің бәрін сақтап қалған бұл қазақ тілі болып ең таза тіл болып табылады. Сондықтан бұған осы зерттеуіміздің барысында толық жеткізуге болатындығын айтып өткіміз келеді. Енді әрі қарай жалпы бұл таңбалар сіздер білесіздер ру таңбаларға ұқсайды. Яғни қазақтың ру тайпаларының таңбалары жебе таңбалар, ай таңбалар, тұмар таңбалар, көз таңбалар, аша таңбалар, балық таңбалар, тарақ таңбалар, сиқа таңбалар секілді осындай таңбаларымыз болған. Негізінде біздің мына жазуымыз сол кейін әліпбиге руна таңбаларына ауысып отырған. Енді өзіміз сіздер білесіздер, тарихта ботай мәдениеті, ертеде мысалы біздің қазақтың арғы тегі ата-бабаларымыз көне түркілер, сақ-ғұндар заманында мысалы қаншама ірі қара малдың өзіне таңба салу, жаңа сол арқылы ажырату. Одан кейін ру тайпаларының арасындағы таңбалар, кейінірек оның әліпбиге ауысуында бір үндестік, сабақтастық жатқандығы бар. Бұны әлі дүниетанымдық сипатта әлі де аша түсуіміз керек деп айтуға болады. Енді бұл ескерткіштердің зерттелуіне келгенде, бұл ең алғаш рет бұны тапқан, Минусинск ойпатынан тапқан мистер Шмидт, Страленберг 1721-1722 жылдар аралығында көптеген материалдар жинақтады. Одан кейінгі жаңағы Страленбергтің есімін айтуымызға болады. Ядринцев ең алғаш рет осы көне түркі жазуларының кілтін оқыған, Тәңір түрк деген сөздерін оқыған Томсонда 1893 жылы оқыды деп кілтін тапты деп айтамыз. Одан кейін Ратлов, одан бертін қарай Мелиоранский, Малов, Стеблева, Мырзатай, Жолдасбеков, Қаржаубай Сатқожаұлы, Айдаров, негізгі ең белді ғалымдарымыздың бірі. Осы кісілердің еңбектерінен көп мәліметтер алуымызға болады. Жалпы алғанда енді сіздердің уақыттарыңыз алмас үшін біріншіден осы көне руна таңбаларымен танысып өтейік. Көне руна таңбалары сізге көрініп тұрды ма? Мына жерде мынандай таңбалар негізінде бар. Мысалы А. Бұл жерде А мен Е дауысты дыбыстар екі дауысты бір таңбаны берген. А, Е мысалы дыбыстары бір ғана мына көрініп тұр ғой сіздерге, мынадай таңбамен берілген. Одан кейін мына дауыссыз дыбыстар қос дауыссыз болған, олардың өзі жуан жіңішке болып көрініс тапқан. Мысалы Б-ны мысалы мынандай ерек секілді Б. Бұл кәдімгі жуан. Одан кейін мына балықтың жоғары қарай жүзген таңбасы, бұл Б-ның жіңішкесі. Одан кейін мынау Г. Ғының мына екі құлақ шекілді бір таяқша келтірілген. Одан кейін Г. Содан кейін мына байқап отырсыздар, Д жуан, Д мына екі ерек. Содан кейін Д-ның жіңішкесі мынау X таңбасына ұқсайды. Содан кейін З-ның мынандай белгілері бар. А мен ының бір ғана таңбамен белгілегенбіз. Мынау теріс қарап тұрған бір секілді, немесе мына И-дің мына Д секілді, немесе И-дің жіңішке варианты мына Q секілді түрлері болған, мінекей көріп отырсыздар. Бұл архон таңбалары. Архон Енисей таңбалары, талас таңбалары мына ортада тұрғандар, бұлар тағы да бірнеше түрлі болып кішкене ерекшеленеді. Негізінен мына архон таңбаларын айтып отырмыз қазірге. Келесі мына Қ таңбасын қараймыз. Мына Қ-ның теріс қарап тұрған секілді, немесе үш бұрышты екі жаққа қараған, немесе жоғары төмен бағытталған белгі секілді. Бұл Қ. Содан кейін К мынадай болып табылады. Л бүгінгі күндегі Л секілді, мынау таңбаның басы Л мынадай көрінеді. Ашаның жоғары қарағанда Л жіңішке, сосын бұл жерде қос дауыссыз дыбыстар, мысалы ЛТ деген, мысалы М деген, мынау бүгінгі күндегі М деген таңба ЛТ деген дыбыс тіркесін білген. Өнеге мынау М дегеніміз мына балықтың мына солға қарай жүзіп бара жатқаны. Ай таңбаларына ұқсас, мынау ру тайпаларының ішінде мына құлаққа ұқсас, мынау Н деген белгі. Н-ның жіңішке варианты мынау осыны жаңағы мынадай болып келеді. Одан кейін мына ың бір таяқша және ортадан келген.
ми, сосын ынты дегеніміз мынадай шеңбер, ортасында нүкте, немесе екі көз бір ауыз секілді осындай бір таңбалар энті көрінеді. Энчі бұл да қос дауыссыз. Содан кейін дауысты дыбыстардан у, мысалы у-ды мына ғана үлкен деген секілді белгі берген мінекей. Ө мен үні мынадай таңбалар берген, мінекей былай қарай тұр. Одан кейін біздің бір деген таңбамыз п, иә. Р дегеніміз мына бүгінгі күндегі төртке ұқсайды, мінекей. Р жіңішкесі ашаның жоғары қараған қайырылған түрі, мінекей. Сының мына ашаның сәл иректелуі жоғары қарай қарап келеді. Ал енді сының жіңішке түрі бұл бір таяқша, т деген мынау жоғары қарай бағытталған таяқша, астыңғы жағы ромбик секілді келеді, мінекей. Т-ның жіңішкесі бұл қазіргі кездегі х-ға келеді, мінекей. Осындай таңбалары бар. Міне ч деген әріптің төмен қарай аша, төмен қарай қарап тұр, иә. Содан кейін ш мынау бүгінгі күнде оға ұқсайды, мінекей. Кейбір баш деген буын сөзі де кездеседі, мынандай белгі баш дегенді білдірген. Сөз арасында қос нүктемен ажыратылып отырған деген осындай жалпы таңбаларға қатысты осындай деректер келтіруге болады. Тағы да қайталап айтамын, мына жерде дауысты дыбыстарды екі дауысты бір ғана таңбамен берілген, мінекей. Былай қарап тұруы да мүмкін, мынадай теріс қарап тұруы да мүмкін. Әріптері мына теріс қараған бір секілді, мінекей. Оны мынадай үлкендік белгісі, мынадай белгілі, ө белгілері, таңбалары осылай белгіленген. Ал енді көз жүгіртіп оқитын болсақ, мінекей, қандай сөздер? Бүгінгі күндегі біздің барлық сөздеріміздің таста таңбаланып тұр. Яғни қазақтың бүкіл лексикалық қоры біз мына түркі тілдерінің ішінде ең жақыны біз деп айтуға болады. Бүкіл сөзіміз осы жерде. Адақ дегеніміз мына аяқ. Мына д деп тұр. Д, қ, дық. Енді бұның бір ерекшелігі көне түркі жазуларының жаңағы дауысты дыбыстар түсіп қалады. Өзіміз қосып оқимыз, иә. Дық деп тұр. Адақ, аяқ. Д, г, р деп тұр. Адғыр дейді, адғыр, иә. Мысалы, р, т, қ деп тұр. Р, т, қ, артық. Мінекей, байқап отырсыздар, жаңағы дауысты дыбыстардың кейбір белгілері түсіп қалады сөз ортасында, сөз басында, бірақ біз оны өзіміз жаңағы контекстке қарап отырып оқимыз, иә. Мына жерде қарап отырыңыз, қараңыздар енді, мына еп деген, үй деген, иә, Б ғана мына жерде тұр. Е деген жоқ, мысалы, еп деп оқимыз. Игі, мына ертіс, еңілік, жер, мына еңбек. Мына қарап отырсаңыз, бүкіл сөзіміз міне бедіз, өрнектеу. Жаңа тастарды жасатқанда бетішшілерді, жаңа білге қалған тоны көкілтегін ескерткішінде бетішшілерді шақырған. Бетішшілер деген жаңа өрнек жасайтын тамдар, мінекей, бедіз. Барлық сөзіміз тұр. Міне білге дегеніміз ол білгіш, міне кеше. Барлық сөзіміз тастағы мәдениет деген ең ұлы мәдениет. Мінекей. Қараңыздар, көз жүгіртіңіздер. Мына жерде енді уақыттарыңызды алмай қойайын. Сіздер өзіңіз қарап отырыңыздар. Мына жерде сөзін, дыбысының барлық дыбыстардың мен басталған жаңа дыбыс, сөз ортасына, сөз аяғындағы дыбыстарды мен қатысты сөздер таңдалып алды. Інім дейді, інім, ічіре, ілгері, міне, біз, кісіре, кіші дейді, міне. Кіші деген, енді мына оқыту жүйесінде мектепте бұл біріншіден мына түрк ағайындарымызда ғалымдарымыз ол міндетті түрде олар қолжазбалармен жұмыс жасайды. Және олардың мақалаларында ғылыми зерттеулерінде көтерілетін мәселе жаңағы жоғары оқу орындары болсын, орта мектеп болсын, барлығына түпнұсқаны ендіру, түпнұсқада сөйлету. Яғни түпнұсқаны оқыған бала ол өзінің мәдениетін, тілінің, тарихына жете мән беріп, соны өзіне сондай бір мақтаныш сезіммен оқиды, көзі жетіп оқиды. Сондықтан мына түпнұсқамен жұмыс жасау керекпіз. Жаңағы тек қана мектеп бағдарламаларында тек сипаттап қана өту емес, тарихи ескерткіштерімізді, мәтіндерімізді талдап, нағыз осындай руна таңбалармен жазып, сызып, оны талдап, осындай дүниелер жасалып жатса
өте бір жақсы іс болатын еді. Осыны жандандыруымыз керек. Бұл біздің тіліміздің табиғаты, бұл біздің тіліміздің байлығы, бұл біздің тіліміздің тарихы. Сондықтан осындай жұмыс бағдарламаларда көбірек тақырыптар беру керек. Оқу құралдарына жаңағыдай тапсырмалар, түрлі сондай бір жақсы бір жұмыстар жүргізілу керек секілді. Яғни ұрпағымыз тарихымен сусындап өсу керек. Мысалы, енді оны жаңа семантикамен де байланыстыру керек. Семантика деген білесіздер сөздің мағынасы. Кіші деймін, міне, кіші дейді, кісі. Бұл жерден алыс кеткен ешқандай сөздерімізде ерекшелік жоқ, тек фонетикалық, морфология сәл ғана ерекшеліктер бар. Кез келген қазақ, кез келген тастағы таңбаны оқып, дәл өзінің сөзін тасқа жан бітіріп жаңа оқи алады. Кіші деген сөз, мысалы, қандай сол кездегі қазақтың, біздің ата-бабаларымыздың сөзді ойнатып, бүгінгі күндің өзінде сөзді қазақ қастарлап сөйлейді, жұмбақтап сөйлейді, көркемдеп сөйлейді. Мысалы, кісі деген сөздің өзі, енді сол кездерде адам деген кісі, адамзат, адам деген мағына білдірген. Ал енді сол кездің өзінде кісі деген, мысалы, біздің үйдің кісісі деп жатамыз ғой, бүгінде әйел ұғымы бар. Ол кезде де кісі деген сол кезде әйел ұғымын берген. Көрдіңіз бе? Яғни көркем образды бейнелі сөйлеген. Тіпті әйел деген ұғымды ұзын тонлық деп атаған, киімнің ерекшелігіне қарай. Ал бүгінгі күнде енді әйел ұғымына одан әрі қарай көркемдік семантикалық жүйесінде әрі қарай да көптеген тілдік бірліктер жаңаға бізде өзін жалғастығын тауып отыр. Айта берсе өте көп. Мына жерде сіздер танысып өтсін деп, руна таңбалар өте қиын емес. Мына оғыш, оғыш дейді, оғыш, руым дейді, оғлы, оғлым, оғлым дейді. Енді оғлы деген сөзге қатысты ол кезде оғыл дегенді қазір ойласақ ол дейміз, бірақ сол кездерде бұның екі түрлі семантикалық мәнде, бұл жаңа қыздарға да, ұлдарға да қатысты қолданылған. Мысалы, ұлдарға қатысты үр оғылым деген тіркес кеседі, үр оғылым. Үр деген, мысалы, үрім бұтақ дейміз, ұрпақ дейміз, яғни. Көрдіңіз бе қалай жасаған сөздерді, номинациялық атауларды, үр оғылым дегенде үрім бұтақ таратушы, ұрпақ таратушы, олға қатысты айтылған. Қыз оғылым дейді, қыз бала деген секілді, міне, оғыл деген сөзге қатысты, міне, жуан, йоған дейді, жуан, жоғары деген жоғары, болды, мына, көріп отырсыздар ғой, барлығы өзіміздің сөзіміз, ешқандай қиыншылығы жоқ. Сондықтан керек. Оды ұйқы дейді, оды дейді. Біздің әубастағы сөздеріміздің тарихы бұл бір буынды сөздерден тараған. Енді соның бір ерекшелігі мына ода тұр. О деген ода бастым. Мына көне түркілердің әсіресе жаугершілік замандарда өте мықты болған ғой, әскері жаугершілік. 4 бұлыңтағы бұдыным, бастым, шаныштым, жайдым дейді ғой. Бірақ сөйлемде тұр. Бұл енді мектеп бағдарламасы тапсырма, оның барлығы бізде жоқ қой дегенде айтылуы мүмкін мектепте, бірақ тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Арасында мынандай осындай бірақ сөйлемді алып жаңағы талдатып жүруге болады ғой. Бұл оқытушының шеберлігі, яғни жаңағы көбінесе көне түркілердің ұйқыда басуы, бастым, шаныштым, жайдым, міне, төкпілетіп етістікті жұмсауы, етістіктердің өзі қаншалық екпінді болған сол кезде. Ода бастым дейді, о дегеннің өзі, мысалы, түбірі о, ұйқы деген сөздің, сол кездегі. Мына қарап отырсыздар, азықы, азығы, алтын, суп, бұдын, халық, бұтын деген бүтін дегеннен де тарауы мүмкін дейміз, мінекей көп сөздеріміздің барлығы сіздер үшін осының бәрін мінекей салып көрсетіп отырмыз. Үшін, өгіз, өзен, міне, күн, түн деген секілді, міне, едігі, игі, жақсылар. Сол кездің заманында, мысалы, қағандардың, қолбасшылардың, адамдардың ниеті өте түзу болған. Жаңа алып қағандар болған екен дейді. Қағандар, қолбасшылар, алып қолым, ердім, үйрегім дейді ғой. Сонда жаңағы біздің көне түркі бабаларымыздың ең мықтылығы алып қолым дейді. Енді ер жүрегі, сол кездердегі осындай тіркестерден көруге болады. Ары қарай
дауыссыз дыбыстар жаңағы енді тағы да бір мәрте еске сақтау үшін мінекей мынау з деген әріпті береді мінекей, мынау м деген әріпті береді мінекей, ың дейді, мына бір деген п деген әріпті береді, мынау ч деген, мына ш деген аса бір ешқандай қиыншылығы жоқ. Тек қана бізде нәтижеде мына орыс жоғары оқу орындарындағы бакалавр студенттері, тіпті магистранттарымыз бар, бір сабақтың ішінде игеріп кетіп жатыр. Бір сабақ әдіс тәсіл деген сол креативті сындарлы ойлау ғой, сын тұрғысынан ойлау. Егер сын тұрғысынан ойлап отырып қарасаңыз, таңбаларды бүйтіп салыстырмалы отырып ойға бекітіп отырсаңыз, бұның барлығы жаңағы өзіміздің ру тайпаларының таңбаларына, жаңа белгілерге қатты ұқсас келеді, иә. Соның өзінің философиялық мәндері бар, онымен де байланыстырып отырып адам еске сақтауға болады. Яғни бұл өте қорқатын дүние емес. Бұл өзіміздің тарих болған, өзіміздің тіл болғаннан кейін, мұны бірақ сабақтың көлемінде игертуге болады екен. Бірақ сабақ. Екінші сабақта оқып кетуге болады. Тек қана ыждахаттылықпен жаңа табандылық керек, және жаңағы өзіңіздің дүниетанымдық неңіз керек. Осындай қабілеттер керек. Бұның енді балалар алып кетеді. Қазір біздің 21-ші ғасырдың балалары өте зерек, талғампаз келеді. Мағжан Жұмабаевтың сөзі бар ғой, жаңағы біздің қазақтың балалары өте зерек келеді дейді. Өйткені бұл табиғат көшпенді халық болғанбыз, жаңағы табиғатпен табиғат болып, жаңағы ғылымның бәрін игеріп, сол анау далада өмір сүрсек те, бүкіл жаңа дүниетанымымыз біздің өте кең, зерек болған. Қазақтың баласы өте зерек болған. Сондықтан біздің оқушыларымызда ол қан бар, генетикалық бар, ол ұлттық кодтар бар, қанында ойнайды. Сондықтан бұның барлығын оқыту керек деп ойлаймын. Так, әрі қарай. Жанар, уақыт деген нәрсе бар. Құрметті қатысушы, оқытушылар, мұғалімдер, байқап отырсыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті Жанар Абитжанованың айтары көп. Тіпті бүгінге дайындаған презентациясының өзінің әлі жарысына жеткен жоқпыз. Бірақ өкінішке орай уақыт деген бізді күтпейтінін білесіздер. Сондықтан Жанар ханым, сізге үлкен алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп біздің семинар тренингімізге қатысқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Құрметті қатысушылар, келесі сөз кезегін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Шыныбекова Айгүл Күлшайқызына береміз. Кәсіби сөз бен терминдер ұқсастығы мен айырмашылығы деп аталады. Айгүл ханым, сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар? Бүгінгі біздің семинар сабағымызға дайындап келген тақырыбым кәсіби сөздер ұқсастықтар мен айырмашылықтар деп аталады. Өйткені кәсіби сөздер, терминдер және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары қазіргі кезде енді жалпы бүкіл қазақ тілі мамандарын ойландырып, толғандырып отырған үлкен мәселенің біреуі бұл термин жасам мәселесі. Өйткені қазіргі кезде бізде терминді жасайтын адам филолог болу керек па, жоқ па, жоқ сала маманы болу керек па деген мәселе дау тудырып жүргеніне 30 жылдан асты деуге болады. Бұл арада терминді егер кәсіби сөзбенен екеуінің ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратып алмасақ, кез келген қазақтың сөзі термин болып кету мүмкіндігі де туып тұр. Өйткені біздің кәсібімізге, ата кәсібімізге байланысты көптеген сөздердің барлығын біз қазір терминдеп бүкіл сөздіктерге жазып тастадық. Тіпті қай сөз термин емес, қай сөз бұрыннан келе жатқан, бірақ ол қазір терминдік сипатқа ие болған дегенде мәселелер туып жатыр. Оны өз алдына бөлек мәселе деп қарауға болады. Өйткені бұрынғы жалпы халықтық атауда қолданылған сөздер қазір термин болып, сөздіктердің бәрін толтырып жүр. Ол енді кейбіреу шынында да термин болу мүмкіндігіне ие болып жатыр. Ол ішкі терминдердің мәселесі бойынша дұрыста. Ал енді бізді бүгінгі күні әсіресе мынау мамандықтарына қатысты қазақ тілін оқыту барысында, мамандықтарына қатысты қазақ тілін сабағын жүргізу барысында толғандыратын үлкен бір мәселе бұл осы кәсіби сөздердің мәселесін толығынан жалпы басын ашып түсіндіру қажет етіп отырғаны болып отыр. Өйткені кәсіби сөздер деген тақырып бұрыннан бар. Жалпы кәсіби сөз деген термин бұрыннан бар.
кәсіби дегенімізді негізінен біз қазір профессиональный деген мағынаға салып қойдық. Яғни профессия сөзімен алатын болсақ, ол мамандығына қатысы бар, мамандығына қатысты сөздер болып тұр. Енді қазақ халқы өзінің жаратылысынан ата кәсібіне байланысты көптеген сөздерді бұрыннан қолданып келді. Үй шаруашылығына байланысты, мал шаруашылығына байланысты, ауыл шаруашылығына байланысты көптеген сөздер біздің төл тілімізде бұрыннан бар, бұрыннан айтылады. Мысалы, қауын шаруашылығына байланысты сөздер, оның ішінде қауынның түрлеріне байланысты сөздер, сол сияқты алманың өсуіне байланысты, тұқымына байланысты, оны баптап күтіміне байланысты, бақша шаруашылығына байланысты сөздер, олар бұрыннан бар. Бірақ қазіргі күнде сол көптеген сөздерді біз сөздікке қарасақ термин деп кіргізіп қояды, және оны бала оқып отырған кезде кейде мынандай ой тууы мүмкін. Яғни кез келген қазақтың сөзі ол термин ба? Біздің ата бабамыз бұрыннан терминдерді білген ба? Бұрыннан терминмен сөйлеген екен ғой дегенде кейде бір жаңсақ пікір туады. Себебі мұнда кәсіби сөздер менен терминдердің басы ашылмағандықтан осындай үлкен дау туындайтын жерге келіп отырмыз. Ата кәсібіне байланысты көптеген мал шаруашылығына қатысты сөздердің өзін жіктеп қарайтын болсақ, мысалы қой шаруашылығының өзінде қойдың өзінің атына байланысты көптеген сөздер бар. Жасына байланысты, оның жаңағы жынысына байланысты бөлінеді. Соның барлығын алғанда бүкіл сөздікте ол термин ретінде қарастырылады. Мысалы, базарға барда сек қой сатып алып кел десе, сек деген сөзді білмейтін адам шынында да термин деп ойлайды. Ол термин емес, ол шопан тілімен айтатын болсақ, қой бағатын адамның қойдың жаңағы жасына қарай, оның жалпы жаратылысына қарай бөліп алып атайтын атау болып шығады. Сол сияқты, мысалы, түйе шаруашылығына байланысты айтатын болсақ, түйе шаруашылығында да енді өте көп сөздер бар кәсібіне байланысты, түйенің тұқымына байланысты, оның атауына байланысты, тіпті жалпы қазақ қолдана да бермейтін, сол түйе кәсібімен айналыспайтын адам естімеген, қолданбаған, ешқашан ол сөздерді тіпті өзінің лексикасына алып көрмегенде сөздер кездесек, сосын ойлайды, шынында да мынаның бәрі термин деп. Шындығында олар термин емес, олардың барлығы кәсіби сөздер. Өйткені бұның барлығы жаңағы айтушыға байланысты болып отыр. Айтушы дегеніміз, яғни өзіне қабылдап алатын автордың сөзін тыңдайтын дивинатордың ойына байланысты, ол көп жағдайда термин сияқты естіледі. Бірақ термин өзінің жалпы табиғатына байланысты анықтамасына қарасақ, термин негізінен дәл болу керек, бір ұғымды білдіру керек, сонымен қатар ол амоним сөздерден тұрмау керек. Одан бөлек термин міндетті түрде бір ұғымның атауы болу керек. Одан бөлек тағы айтатын болсақ, термин көп жағдайда белгілі бір ғылыми кеңістікке шыға алатын атау сөз болу керек. Терминді, яғни қолданысқа алып қарайтын болсақ, шын мәнінде ғылыммен айналысатын адамдар, ғылыми мақала жазатын, ғылыми диссертация жазатын адамдар көбірек қолданады да. Ал енді күнделікті өмірде жалпы жай ғана мәтіннің ішінде кездесетін, тапсырмалардың ішінде кездесетін сөздердің бәрі терминдер емес. Олардың басым көпшілігі кәсіби сөздер. Тіпті математика оқулығының өзінде көптеген терминдер кездесіп жатады. Олар жалпы дүние жүзінің халқына мәлім, танымал, интеграл, квадрат деген сияқты сөздерді алатын болсақ, олар таныс болады да, олар жалпы қолданыста термин ретінде қабылданады. Ал енді квадраттық көбейту, квадраттық бөлшектеу деп жатсақ, олар термин емес. Өйткені ол жалпы бөлу, бөлшектеу деген сөз жалпы қолданыстағы сөзден алынады. Сонда басқаша мысалмен түсіндіретін болсақ, қарапайымға келтіріп, мысалы, нан деген сөзіміз термин болмайды да, ол тағам атауы, жалпы халықтық сөз. Нан илеу десек те термин болмайды, ол қимыл әрекетті көрсетеді. Ал енді нан илейтін құралдың атына байланысты нан илеуіш машина дейтін жағдайда ол терминге айналады. Себебі бұл арада ол белгілі бір операцияны орындайтын ұғымның атауы болып қалыптасады. Ал енді біздің оқу құралдарымызда да, сөздіктерімізде де, тіпті әсіресе ақпараттық технологияларға байланысты айтатын болсақ, ішінде су деген сөзде термин, терезе деген сөзде термин,
Осының бәрі неге термин болып кіріп кеткен деген бір сұрақ туатын болса, бұның барлығы сөздікті жасау барысында олар су деген сөзді неге алды? Су белгісі деген сөзді алу үшін кіргізіп отыр. Су белгісі деген жағдайда водный знак ол термин болады. Бірақ соны көрсету үшін суды да кіргізіп отыр сөздікке. Терезе деген сөзді неге термин деп алды? Ол біздің кәдімгі жай тереземіз ғой, бірақ компьютер тілінде де терезе бар. Сол компьютер тіліндегі терезені түсіндіру үшін терезе деп алмау керек. Ол арада оның байланысқа түсетін келесі бір сөзімен бірге алу керек еді. Сонда ғана ол термин болатын еді. Ал жекелеген сөздердің көпшілігі кәсіби атаулар, әсіресе тіпті мынау өзіміздің мұғалімдердің де бірнеше кәсіби атау сөздері болады. Олар кәсіби сөздердің өзі іштей тағы жіктеледі. Жалпы кәсіби сөздер, сосын кәсіби жаргондар болады. Бізде мысалы кәсіби жаргондар мұғалімдер, студенттер, оқушылардың арасында бұл орыс тілінде қалыптасып кеткен көпшілігі. Мысалы окно деген сөз бар. Окно деген сөз кәсіби жаргон. Оны мектепке барған бала, университетке оқуға түскен студент, мұғалімдік қызметте жүрген кез келген адам, отбасында мұғалімі бар, үйде біледі. Окно бұл кәсіби жаргон. Осы сөз біртіндеп кәсіби жаргоннан ауысып, кәсіби лексикаға айналуы да мүмкін. Біртіндеп өтеді. Кәсіби лексикада егер ол белгілі бір ұғымның атауына еніп, дәл сол саладан белгілі бір ғылыми мәліметтер беретін жағдайда, сонда ғана ол терминге өте алады. Бірақ қазір оның терминге өтуіне окноның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Өйткені ол тек кәсіби лексика қалпына дәл жеткен жоқ, бұл кәсіби жаргон. Сол сияқты, мысалы, стипендия сөзін қысқартып айтқанда, стипуха деп айтып жатады студенттер. Бұл стипухамыз қазірше сленг. Сленг. Ол біртіндеп кәсіби жаргонға айналады. Кәсіби жаргоннан кәсіби сөзге барады. Кәсіби сөзден кейін барып, ол тағда ғылыми ұғымға жақындаған сәтінде сонда ғана терминге өту мүмкін. Өйткені сөзден термин, терминнен концепт пайда болу керек. Бұл қағидат жалпы кәсіби сөздерге келгенде бұзылып кеткен. Қазіргі кезде кез келген сөз кәсіби сөз емес терминге айналып сөздіктің бәрінде жүргендіктен біз қазір қай сөз кәсіби сөз, қай сөз термин ажырата алмайтын жағдайға жеттік. Өйткені бұның барлығы сала мамандарының филологқа сеніңкіремей өздігінен термин жасауынан туып отыр. Яғни біз маманбыз, біз өзіміздің жұмысымызды өзіміз білеміз, өз саламыздың ішкі ас үйіне ешкімді араластырғымыз келмейді деген желеуменен филологтың, яғни сөз жасамының филологиялық қағидаттарын бұзып, кез келген кәсіби сөзді терминге айналдырып жібергендіктен халық арасында осы күні қазақтың бүкіл сөзі термин екен дегенде ұғым пайда болып, кейде осы сөзі бұрын былай деп айтушы еді, қазір термин болып кетіпті ғой деп, тіпті менсінбеушілік пайда болатынға да келдік. Өйткені сол кәсіби сөздердің терминнің қасында бүкіл қызметі жоққа шығарылып кетті. Жұмыс істеп жүрген адам, сол саланың маманы қолданатын сөздің барлығы осы күні термин сияқты қабылданатын болды. Термин міндетті түрде ол ұғым атауы болу керек болғандықтан терминді екінің бірі білу міндетті емес еді. Ал кәсіби сөзді сол салада жұмыс істеп жүрген адам білу керек. Және терминнің басты ерекшелігі оның өзінің жасалуында белгілі бір талаптар бар. Жоғарыда айтып өткен дәлдік, амоним болмау талаптарына сай, қазақ тілінде де сөз жасамдық үлгіге салатын болсақ, көптеген жұрнақтар осы 90-шы жылдарға дейін, кейде біздің қалам алып кириллицамен жазғанымызға дейін де терминдік сипатта жүрген, бірақ оның атын термин деп ат қойып айдар тақпағандықтан олар жай бір кәсіби сөздердің қатарында жүрген. Мысалы, үш жұрнақтары арқылы жасалынатын көптеген атаулар кәсіби сөзден терминдікке жақын келеді. Сол сияқты күнделікті өзіміз қолданып жүрген ш жұрнағы көбінесе кәсіби сөз жасайды. Ол термин жасамайды. Мысалы, оқушы, оқытушы, етікші, тракторшы, сушы, қойшы, олардың көпшілігі кәсіп атауына байланысты қолданысқа барады да, ш көп жағдайда бұл термин емес, кәсіби сөздер жасауға қабілеті жоғары болады. Ал термин жасайтын жұрнақтарды көп жағдайда бөліп алып,
басқаша қарастырған, мысалы кер жұрнақтарының термен жасау қабілеті жоғары болады. Мысалы мердігерлік, білімгер. Бұнда сол іспен айналысатын маман иесінен гөрі бұның үлкен бір ұғым кеңістігіне шыға алатынын көрсетеді. Бұл негізде жалпы термин жасамда енді біз сүйенетін қағидаттың көпшілігі латын тіліне келіп тіреледі. Латын негіздемесіне салатын болсақ, зерттеушілердің көпшілігі мынау медицина саласында қызмет ететін дүние жүзінің дәрігерлері бірін-бірі қалай түсінеді, бірін-бірі қалай қойған диагнозын біле қалады, бірінен бірі алған білімін латын негіздемесіне салып түсіндіретін болса, бұл арада олардың арнайы жұрнақтары осы күнге дейін сақталған екен. Мысалы, кез келген дәріні сатып алып қолданбас бұрын біз оның атауына мән береміз. Атауына мән берген кезде, енді біз көп жағдайда маман болмағандықтан оны дәрігер жазып берді деп алып жатамыз, бірақ қолдану жүйесіне қарайтын болсақ, дәрігерлердің өзі медицина саласында мынаны бірінші кезекте мына нәрселерге назар аударып бөліп қарайды екен. Мысалы, егер жұрнақтың соңы инмен аяқталатын болса, толық атауы итус латынша, онда ол дәрілердің көпшілігі адамға онша пайдасы жоқ дәрілер. Яғни адамның миын алдаусырататын, ауруды уақытша басатын, проблеманы іш құрылыстары шешпейтін, тек уақытша блок қоятын дәрілер екен. Яғни мұндай дәрілермен адамның емделмейтін дәрігерлер де біледі. Бұл әдіс әсіресе мынандай дәрілерде сақталған. Мысалы, бас ауырғанда ішетін анальгин дәрісі. Ол адамның басының ауруын емдемейді. Басының ауруын емдеу үшін ол үлкен зерттеуді қажет етеді. Бас неден ауырып тұр? Оның басы жүйке жүйесінен ауырып тұр ма? Жоқ, шаршағаннан ауырып тұр ма? Жоқ, немесе психикалық бір күйзелістен ауырып тұр ма? Жоқ, денесінің басқа жеріне келген ауырсынудан басына сигнал берді ма? Оны шешпестен, анальгин ішкендіктен ауру басылған сияқты болады. Бірақ ол адам миын алдау әдісі ғана. Ішіп жатса, ол аспирин дәрісі де латын негіздемесінен сүйенсек, бұл да жаңағы ауру сипаттамасына сай ешқандай көмегі болмайды. Ол тек қан айналымын сұйылтып, қан айналымын реттеуге ғана арналған. Яғни соңында жұрнағы бар дәрілердің барлығын дәрігерлер жазып беріп тұрып рецепт ретінде ұсынып тұрғанымен, оның адамның ішкі құрылысындағы проблеманы шешпейтінін біліп отырады. Өйткені латын негіздемесінде бұл жұрнақ ауруды басуға арналған әдіс ретінде ғана қолданылады. Яғни мукалтин, жөтелгенде ішіп алатын, аспирин, аналгин, темпалгин, баралгин сияқты инмен аяқталатын дәрі-дәрмектерді латын негіздемесінде бірден сезіп тұрады. Бұл адамға уақытша ғана эффект береді деген ұғымды көрсетеді. Ал енді емдейтін дәрі дегенде оларда немесе ол жұрнағы ұсынылады. Мысалы, қан қысымы көтерілгенде дибазол, папазол, адамның қызуы көтерілгенде парацетамол, тағы басқа да көптеген бисептол сияқты дәрілерді алып қарайтын болсақ, соңы олмен аяқталатын болса, бұл дәрілердің проблеманы шешу мүмкіндігі 50%-тен жоғары болады. Себебі бұл жерде ол жұрнағынан көрініп тұр, адам ағзасына қажетті, яғни ауырсынуды басатындан бөлек, шын мәнінде ауру ошағын емдеуге арналған дәрілер деп қарастырылады. Бұдан кейінгі жұрнақ оларда 10 жұрнағы, ол жұрнағы бар дәрілерден де күштірек. 10 жұрнағы негізінен көбінесе аурудың 75%-ін емдеуге арналған дәрілерде болады. Мысалы, бас ауырғанда ішетін цитрамон. Жаңағы аналгинді ішуге болады, сосын цитрамонды ішуге болады. Бірақ аналгинді ішу арқылы біз жүрегімізге көп зиян келтіреміз деп жатамыз. Өйткені ол қан айналымын күшейтіп жібереді. Ал цитрамон кофе негізді болғандықтан, ол да қан айналымын күшейтеді, бірақ басты проблемасы қан тамырларын кеңейтпейді. Сондықтан цитрамон жаңағы алғашқы дәріден де, екінші дәріден де, үшінші 10 жұрнағымен келетіні дәрігерлердің ұсынымында ол дұрыс дәрілер болып табылады. Одан бөлек енді қазіргі кезде кейбір дәрілердің атаулары инмен де, онмен де, олмен де аяқталмайды.
ил болып кеткендері бар, немесе мүлдем басқа мезим, кетанов деген сияқты басқа атауларға кеткені бар. Бұл атауларды латын негіздемесінен салсақ, бұлар коммерциялық атаулар. Ол әу баста осыдан пәленбай ғасыр бұрын қолға алынған дәрі-дәрмек атауларынан бөлек. Бұл яғни құрамында жаңағы ин да бар, ол да бар, он да бар болуы мүмкін, бірақ адам ағзасына басқаша әсер ететін, яғни бүйрек пен бауырдан шығаруына байланысты жасырын түрде атаулары сақталынған коммерциялық дәрілер. Халық бұларды көбірек алады. Бірақ халық бұны көбірек алғанменен екінші бір проблема тауып жатады. Себебі бұл дәрілер адам ағзасынан шығарылғанда бауыр бүйрек арқылы, несеп жолдары арқылы шығатындықтан, сол өзінің шығару жолдарында оны бүлдіріп кетеді. Сол себепті де бұлардың бағасы қымбат болғанымен, көп ретте орыс тілінде айтқанда побочный эффект дейді, қазақша айтқанда жанама әсерлер көп болады. Яғни бүгін аурудан емделіп, ертесіне басқа проблемамен жүгіріп жүретін болады. Осының барлығы латын негіздемесінде бүкіл терминологиясына салынған. Ал біздің қазіргі қазақ тілінде де терминдерді белгілі бір жұрнақтарменен үйлестіріп жасауға болады. Белгілі бір жұрнақтар арқылы мынау ғылым атауы, бұл термин. Ал мынау кәсіби сөз. Мынау кәсіби жаргон. Мынау кәсіби жаргонға да жете алмаған кәсіби сленг деп бөліп қарайтындай жағдайға келдік. Осы сөздердің барлығын алып, басынан аяғына дейін термин деп оқыту қазіргі кезде ол өте бір ескіше көзқарас болып табылады. Өйткені қазір терминология күніне біреу туып жатады, жоқ дегенде. Ал сол сөздердің барлығын әкеліп, өзімізде бар сөздердің бәріне қоса беретін болсақ, қазақ тілінің бүкіл сөзі әу бастан термин екен деген ой қалыптасып қалады. Сондықтан да кәсіби сөздерге көп мән беру керек, кәсіби сөздермен жұмыс жасау керек, кәсіби сөздерменен жұмыс жүргізу үшін міндетті түрде сала мамандарымен бірігіп отырып сөздіктер құрастыру керек. Әрбір кәсіптің өзінің ұмыт бола бастаған сөздерін осы күннен бастап жинастырып алып қалу керек. Мысалы, ауыл шаруашылығының кейбір түрлері қазіргі кезде Қазақстанда қолданыстан шығып та бара жатыр. Өйткені барлығымызға мәлім, біз ауыл шаруашылық өнімдерін өндіргеннен гөрі көршілес елдерден сатып алып келгеніміз арзанға түсіп отыр. Және мал шаруашылығына қатысты да көптеген атаулар қазіргі кездегі үлкен мал бағушы, шопан, жылқышы, түйеші адамдардың ұрпақтан ұрпаққа таяғын тастап кететін дәстүрі кеміп бара жатқандықтан да сөзде өліп бара жатыр. Ол сөздердің көпшілігі біз кейде архаизм деп қарастыра салатын болдық. Негізі олар архаизмде жатпайды, өйткені ол біздің ата кәсібіміз, халқымыздың көзін тырнап ашқаннан бері өмір сүру салтына айналған мал шаруашылығына байланысты сөздердің барлығын сөздерді жинақтау керек, және оған кәсіби сөздер статусын шегелеп тұрып атап көрсету керек. Бір ғана түйеге байланысты бірнеше атаудың бәрін бүкіл қазақ білмесе де, түйе шаруашылығымен айналысатын, түйесі өсетін ауылдың баласы білу керек, және ол кәсіби болып қалу керек. Кейде біз осы сөздерді апарып кәсіби де лексикаға жатқызбай, терминге де жатқызбай, диалект дей салатын да жағдайға келдік. Бұл диалект емес, өйткені ол белгілі бір кәсіппен байланысты айналысқан сол өңірдің ерекше сөздері. Қауын өсетін жақтағы қауынның атауларын біз, ол Қызылорданың диалектісі ғой, ол Қызылордада қауын өскендіктен солар сөйтіп айтады деп құлақ салатын болдық. Негізі ол дұрыс емес, ол диалект емес. Ол жергілікті халықтың күнкөріс көзі болғандықтан ол кәсіби сөз. Міндетті түрде кәсіби лексиканы дамыту керек. Кәсіби лексиканы алға шығарғаннан кейін барып бізде дұрыс термин жасау ісі басталады. Өйткені кәсіптен барып ғылым пайда болады. Алдыменен кәсіп болмай, ғылым алға шығып кете алмайды. Тігіншілердің де қолданатын құрал жабдықтарының аты ол кәсіби сөздері. Медицина саласында егер де диагноз қойып жатса, ол термин болуы мүмкін, ал медицина саласында қызметкерлердің айтатын барлық сөздері, жалпы жұмыс барысында қолданатын сөздері, олар кәсіби сөздер. Сол кәсіби сөздердің бәріне өзінің толық дұрыс атауын қойып тұрып зерттеу керек болып тұр. Себебі кәсіби сөздер қазіргі кезде ұмыт болып, архаизмге айналып, көптеген мектеп оқулықтарының өзінде бұл бір архаизм ретінде беріледі. Музыка аспаптарының атауларын да қазіргі кезде біз көп жағдайда архаизмдердің ішіне жатқызып қойғанбыз.
ол да дұрыс емес. Ол музыкалық аспапта қазіргі күні ойнамағанмен, ол бір кезде ойналған, бір кезде қажеттілігі болған, ол кәсіби сөз. Дәл сол сияқты мысалы хандық дәуірдің де көптеген атауларын, киім атауларын біз архаизмге жатқызып тастадық. Олар дәл сол кезеңде кәсіби атауда болған. Өйткені президенттік басқаруға дейін елімізде түрлі басқару сатылары болса, сол заманнан қалған сөздердің бәрін біз қазір архаизм деп қарағанымыз дұрыс болмайды. Өйткені олардың бәрі сол замандағы кәсіби сөздер. Өйткені бізде кәсіби тұрғыдан хандық басқару болса, хандық басқаруға байланысты сөздер де сол кездің бейнесін ғана көрсетуге, кинода ғана айтылатын сөздер болмау керек. Ол кәсіби сөз ретінде қолдану керек. Немесе кейбір кәсіби сөздер біртіндеп оралып, басқа сипатқа еніп, ол терминделе бастайды. Мысалы, хандық дәуір демекші, хандық дәуірде ханның қасында оның тұтқынды немесе айыпкерді алып жүретін, соны қарап отыратын адамын айдауыл дейтін болды. Қазіргі кезде айдауыл бұл түрме саласындағы адамды белгілі бір түрмеден екінші басқа бір түрмеге апаратын кезде ілесіп күзетіп апаратын адамды орыс тілінде біз конвоир деп жүрдік. Сол конвоир сөзінен айдауыл болып қайтып келді, қайта оралды. Сол сияқты кейбір кәсіби лексиканы біртіндеп терминдік сипатқа алып келіп, жоғары сатыға көтеруге болады. Олардың барлығын архаизм деп немесе диалект сөз деп, екінші сұрыпты сөздер сияқты лақтырып тастауға болмайды. Кәсіби сөздерді үйрету арқылы біз халқымызды шындығында өзінің ата кәсібіне оралтуға да үндейтін сияқтымыз. Себебі қазіргі кезде екінің бірі супер сәнді мамандықтарды таңдайды. Супер сәнді мамандықтардың иесі болғысы келеді. Немесе екінің бірі компьютер саласының маманы болғысы келеді. Енді компьютер саласындағы көптеген сөздер әрине жаңа сөздер, сонымен қатар термин сөздер, ал қасына етістік тіркескенде ол да кәсіби сөз. Ол ұғымның аты болмай, қимылдың атауы болған кезде, ол жай ғана кәсіби сөзге айналады. Ал ата кәсібімізге байланысты сөздерді, кәсіби сөздерді біз өзіміздің лексикамызға қайта оралтатын болсақ, онда міндетті түрде біздің халқымыздың, болашақ ұрпағымыздың ата кәсібімізге ден қоя бастайтын сөзсіз болады. Өйткені біз қазіргі кезде кәсіби сөздерден ажырап қалғандықтан да мынау тігіс түрі қазақта жоқ, оралмандар тігеді, мынау тігіс түрін қандастар алып келген, мынандай тігіс, мынандай сөзді Қарақалпақстаннан келгендер қолданады деп жылы жауып қоя салатын болдық. Себебі білмейміз, ұмытып қалдық, қолданыстан шығып кетті. Немесе қолданатын адамдар жоғары білім алып, соны жарқыратып көрсеткен жоқ, ауыл арасында қалып қалды. Өзінің қызына, келініне ғана ескертіп айтты. Бірақ сол сөздердің бәрін кәсіби лексика деп теріп, жинақтап, оларға арнайы уақыт бөліп, мамандар жұмыс істеп, сөздік құрастырып, тіпті кәсіби сөздерді жинастыратын болса, онда бірсыпыра терминдеріміз өзінің терминдік сипатынан ажырап кәсіби сөз екенін дәлелдеп, біз халқымызға жаңа бір бағыт ұсынғандай, жаңашыл, тек қана жаңа бір сөздерді тұқпаштап тіліне қосқаннан гөрі өзімізде бар деп кәсіби лексиканы өзінің бұрынғы қызметіне оралтатын едік. Кәсіби сөздер бар, және кәсіби сөздердің қызметі қазіргі кезде өзекті. Кәсіби сөздерді білу, мынау адам баласы кәсіппен айналысқан сайын, кейде жеке кәсіпкерлердің тілінен де көптеген жаңа сөздерді алуға болады. Сол жаңа сөздердің көпшілігі ұмыт болған өзіміздің кәсіби сөздер болып шығады. Айтпағым осы, зейін қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Айгүл Көлшайқызы, көп рахмет сізге. Құрметті әріптестер, байқап отырсыздар, әсіресе мектеп оқытушылары, мұғалімдер байқап отырсыздар. Мынау кәсіби сөз бен терминнің арасындағы айырмашылықты өте жақсы ашып бердіңіз. Екіншіден, бұл өте өзекті тақырып. Қазір мектеп мұғалімдері, сіздер тек қана мәтін деңгейінде қалып жетілдірілген бағдарламамен балаларды оқытқанымен де кейде осындай мәселелерге көңіл қойып отырсаңыздар деген тілек айтқымыз келеді. Өйткені сіздер оқытқан мектеп баласы ертең университетке түсіп студент болады. Сонда қазір өзімізде байқап жүрміз, бірінші курсқа келіп түскен балалар
осындай бір тілдің, соның ішінде лексикология дейсіз ба, фонетика дейсіз ба, морфология дейсіз ба, тілдің теориялық мәліметтерін, тілдің теориялық осындай ақпараттарды көбінесе бұрынғымен салыстырғанда білу деңгейі төмен болып отыр. Сондықтан бағдарламада мүмкін кейде күнделікті оқу жоспарында болмаса да осындай теориялық мәселелерді мектепте оқушының деңгейіне лайықтап беріп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Бүгінгі сіздердің алдарыңызға беріліп отырған мынау Айгүл ханымның айтайын деген бүгінгі ойы негізінен осы мектепте де осы мәселелерді қарастырса, мектепте де осы кәсіби сөзбенен терминнің ұқсастығы қандай, айырмашылығы қандай деген ақпараттарды беруі сіздерге бір көмек болады ғой деп ойлаймыз. Әсіресе Айгүл ханым жаңа өзіңіз айтып отырған медицина терминдеріне байланысты ин, ол, он деген терминдердің жасалуындағы мән бұның тек қана оқу деңгейінде ғана емес, күнделікті қолданыста прагматикалық сипатының, сонымен бірге танымдық та сипатының ерекше екендігін бүгінгі қатысушылар аңғарып отыр ғой деп есептейміз. Сондықтан сізге көп рахмет айтамыз. Болады. Кешіріңіздер. Жаңа дәрі-дәрмектің атауын ғана айтып өттім. Енді негізі диагноз қойғанда да кәсіби тұрғыдан мамандар, дәрігерлер өздері мынандай қағидатқа сүйенеді. Мысалы, адамның ағзасында қабыну бар кезде біздің диагнозымыз көп жағдайда итпен аяқталады. Жалпақ қазақ ит аурулар деп атап жүрген аппендицит, танзелит, артрит деген сияқты ит жұрнағымен аяқталатын болса, бұл ағзада қабыну бар дегенді білдіреді. Яғни проблема жалпы ағзада қабынуда. Ол мүмкін бір кезде емделмеген ангинадан басталған, бір кезде емделмеген жай тұмаудан басталған деген сияқты итпен аяқталатын диагноз ол адам ағзасындағы қабыну процесі барын көрсетеді. Адам ағзасындағы қабыну процесінен асып кеткен диагноздар оз, йоз мағынасында жұмсалынатын сөздерден тұрады. Мысалы, туберкулез, бруцеллез деген сияқтылар, олар қабынудан өтіп кетті. Бұны енді арнайы стационарда жатқызып тұрып емдеу керек деген мағынаны көрсетеді. Ал одан кейін күрделеніп оқиға, яғни одан да бояуы қоюлана түсетін ауруға айналған кезде жұрнақ омаға айналады. Ома, өзіміз кинодан көріп жүрген кома дегенімізде адамның жүрегінің соғып тұруы, миының істемей қалуы. Немесе жаңағы инфекциялар асқынып адам ағзасында белгілі бір сіңірлердің тартылып қалуы. Ол жаңағы созылмалы иттан озға айналып, оздан омаға айналғанда, мысалы саркома, сіңірлері тартылып бүгілмей қалу. Содан кейін барып ома, мысалы миома түрлерін айтатын болсақ, ол да ісікке айналып кеткен. Миома енді басынан бірден өзі пайда болмайды ғой. Организмдегі ағзада қабыну процестері йозға айналып барып омаға түседі. Сонда ома жұрнағы адам өмір сүруінің деңгейі 50-де 50 екенін көрсетуге арналған жұрнақ болады. Ал алдыңғы бірінші жұрнақ ол қабыну процесі бар, сол қабынуды жою керек деген ұғымды көрсетеді. Яғни ит диагнозы арқылы терапевт, дәрігер ағзаның қай жерде қабыну барын әлі білмейді. Бірақ қабыну процесі бар дегенді көрсету үшін осындай диагноз қояды. Ал одан асып кеткен кезде енді күрделенгенін жаңағы оз, йоз, мысалы артриттен артроз. Ол артроз болғандықтан да өмір сүру салтына айналады ары қарай. Өмір сүре бересіз, тек осымен күресіп өтесіз деген ұғым қалып келеді. Артроз себебі жазыла қоймайды. Жазылмайды. Артрит болса жазылады. Артроз кезінде жазылмай кетеді. Ал ары қарай саркомаға айналғанда буын-буындары ісіп, бүгілмейді, қимыл болмайды. Ома жұрнағы арқылы, яғни өзіңе өзің көмектес дегенді көрсету керек болады. Рахмет назарларыңызға. Көп рахмет. Шынында да осындай танымдық ақпараттар беріп жатырсыз. Көп рахмет, Айгүл ханым. Құрметті әріптестер, әсіресе Жамбыл өңірінен қатысып отырған азаматтарға айтқымыз келетіні, сіздердің әрқайсыңыз қазақ тілі оқытушысы болғандықтан, қазақ тілі оқытушыларының халықаралық бірлестігіне мүше болуға толық құқықтарыңыз бар. Сондықтан сіздерді бірлестікке мүше болуға шақырамыз. Егер кімде мүше болғысы келетін болса, осындай ұйымдастырушы Балмира ханым отыр. Балмирамен хабарласуларыңызға әбден болады. Құрметті әріптестер, келесі сөздің кезегін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы
PhD доктор біздің жас ғалымымыз Ақкөзова Айнұр Әбдіжәлілқызына береміз. Тақырыбымыз көркем шығармаларды ұлттық кодтарды оқытудың әдіс тәсілдері деп аталады. Айнұр Әбдіжәлілқызы, сөз өзіңізде. Рахмет, апай. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі семинар тренингке қатысушы ұстаздар, оқытушылар, біздің мұғалімдер қауымы, қош келдіңіздер. Менің бүгінгі тақырыбым көркем шығармадағы ұлттық кодты оқытудың әдіс тәсілдері. Бүгінгі тренинг сіздерге, оқытушыларға, мектеп оқытушыларына арналатын болғандықтан, біз университет қабырғасында бірінші курс студенттерін оқыту барысында олардың мәтін талдаудағы жіберетін көптеген олқылықтарынан пайда болған тақырып. Бұл семинарға келмес бұрын эксперименттер бәрі жүргізілді, қазір танысамыз. Ал енді көркем мәтін оқытудың өзектілігі, содан кейін ұлттық кодтарды оқытудың өзектілігі, оның мақсаты мен міндеті, әдіс тәсілдері және практикалық құндылығы деп тоқтала кетсек. Көркем мәтін оқытудың өзектілігі неде? Қазіргі кезде жас студенттер, мектеп балалары 9-шы сыныптан былай қарай деп айтсақ болады, олар мынау әлем әдебиетіне бет бұрған. Біздің классиктерімізді оқып жатқаны, сиреп бара жатқанын көріп жүрміз. Және көркем мәтінді оқытудың өзектілігі бұл не? Бізде өздеріңіз білесіздер, осы күнге дейін біз кез келген тілді, кез келген еңбекті, кез келген шығарманы оқыған кезде тілдік талдау жасадық. Демек, оны синтаксис талдау жасап отырдық, аналитикалық талдау жасап келдік. Ал енді қазіргі соңғы кездегі жақсы бір қазақтың ұлттық кодтарын ашу, ол прагматикалық талдау. Әр сөздің өзінің уәждемесі, өзінің уәжі бар. Бекерден бекер сөзді бізге автор қолданысқа бермейді. Міне көркем мәтін оқытуда, көркем мәтінде 3 түрлі байланыс жүреді. Ол автор, оқырман және жаңағы кейіпкер. Мінекей осы оқырман мен біздің автордың арасындағы байланыс, олар былай айтсақ, сырттай байланыс, шығарманы оқи отырып, біз автордың прагматикасын сеземіз. Ол бұл тақырыпты не үшін берді? Бұл шығарманы не үшін осы тақырыппен атады? Бұл шығарманы берудегі мақсаты не? Одан кейін біз одан қандай қорытындыға келеміз? Демек, біз кез келген көркем шығарманы оқи отырып, бір тәлім тәрбие алатынымыз, ол ешқандай дау тудырмайды. Ал енді келесіге өздеріңізге белгілі, біз өзіміздің сөзімізді айтқан кезде бірінші Байтұрсынұлына соқпай кете алмаймыз. Байтұрсынұлы ол мықты әдіскер ғалым, қазақ тілі білімінің атасы. Ол кісінің айтуы бойынша қазақта жақсы, барлық әдістеме жақсы. Әдістеменің жаманы жоқ. Бірақ сол әдістемені уақытында оқытушы дөп кезінде пайдалана алуы. Мысал үшін, барлығымыз мұғалім, біз осы жерде аудиторияның ыңғайына қараймыз, сыныптың ыңғайына қараймыз, сыныптағы оқушыларды сергітіп алу сәтін қолданасыздар. Мысал үшін, не болмаса шығарманы өздеріңіз дауыстап беру, рөлге бөліп оқу, не болмаса өздеріңіз оқып беру. Міне, көптеген әдістерді қолданамыз. Әдістің жаманы жоқ, ал сол әдісті шебер пайдалана білу, ол оқытушының ұтқырлығы деп айтуымызға болады. Одан кейінгі біздің айтатынымыз, ұлттық кодтарды оқыту деп алу себебіміз, қазақтың кез келген фольклордан бастасақ, ауызша әдебиет бар, бізге ауызша жеткен әдебиеттеріміз бар. Барлығы да бір тәрбиеге тұнып тұрған тәрбие. Алдына бір мінекей, жаңа енді жоғарыда біздің Жанар апайымыздың айтқан баяндамасында естідіңіздер. Абу Насыр әл-Фараби ол ұлттың ұстазы, әлемнің екінші ұстазы. Ол кісінің айтуы не? Адамға тәрбиесіз берген білім, ол адамзаттың қас жауы. Осы мәселеге келгенде біз орыс топтарында көптеген қарын ашып жататын мәселелер болып жатыр. Өйткені біздің ұлттық құндылықтарға толы әдемі сөздерімізді естіген кезде
орыс аудиториясында отырған балаларымыз, не болмаса міне қаланың қақ ортасында өскен балаларымыз көбінесе сол сөзді мынау онлайн аударады, сөйтеді да күліп жатады. Енді ол өте бір дөрекі нәрсе деп ойлаймыз, өйткені сіздерге осы тақырыпты алып келу себебіміз мектепте көркем мәтінді оқытқан кезде біздің қазақтың ұлттық тіл бірліктерін аша отырып оқытсаңыздар. Келесі слайд. Мінекей, мен одан кейін осы тақырыпқа байланысты мынау осы жерде мына жауап берген жауаптың пунктуациясы да, орфографиясы да барлығы сақталып тұр. Жай ғана қамшы деген сөзді алдым. Ол білесіздер, біздің ұлттық кодымызды керемет кодтап тұрған біздің өзіміздің сөзіміз. Қамшы сөзін сіздер қалай оқытасыздар деп мен мектептің оқытушыларына сауалнама жолдадым. Мінекей, мынау 202-ші Алматы қаласындағы гимназияның оқытушысы өте жақсы талдап беріп отыр. Жаңа қандай сөздермен тіркеседі дейді, міне тұрақты сөз тіркесі ретінде мысал келтір, қамшының сабындай деп не үшін қолданамыз демек, оқушыларды ойландыратын сұрақ береді. Оқушылар ағырай өздері ойланып жұмыс жасайды, немесе өзі көмекке келем деп отыр. Одан кейінгі тағы да жүргізсеңіз, ол жерде міне Ақтау қаласынан келген оқытушының бізге берген жауабы мынау болды. Талдаймыз идеясын, автордың стилистикалығын, көркемдік ерекшелігін дейді. Яғни бұның барлығы қарап тұрсаңыз біздің дәстүрлі оқыту жүйесіне сай келіп тұр. Себебі осы жерде отырған көбісіміз дәстүрлі түрде оқыған кезде біз шығарманы қалай оқыдық? Шығарманың идеясы, мазмұны, неге олай айтқысы, бұл неге олай жаңағы не істеді, кейіпкердің іс-әрекеті деп қана алып өттік. Бұл не? Бұл әрине мазмұндаманы алып тастау ол қате. Мазмұндама дегеніміз ол баланың ойлау логикасын біріне бірін сабақтастыра алуына бірден бір себеп. Мазмұндамасыз, сюжет айтусыз бала ол мәтінді логикалық тұрғыдан талдай алмайды. Ал енді тілдік талдау, мысалы үшін тілдік талдауға келетін болсақ, міне мен сараптама жүргіздім сіздердің алдарыңызда шықпас бұрын. Бұл жерде 55 студент қатысты. 55 студенттің міне бұл жерде мен қысқа ғана Дулат Исабековтың Қара шаңырақ деген Қара шаңырақ әңгімесінен үзінді алдым. Демек ол бір 2-3 беттен ғана тұрды. Мінекей, 55 студенттің 28% ғана кодтай алды. Жаңағы келін, әже, немере, не болмаса жаңағы қазір ашып көрсетеміз, тілдік бірліктердің кодтай алды. Ал енді о жердегі міне кодтай алмаған студенттеріміз, декодтауға қатыса алмаған студенттеріміз 39%. Олар талпыныс жасады. Талпыныс жасағанмен жаңағыдай үйдегі танымның, ұлттық танымның жаңағы артта қалуы ма, әлде бұл қоғамның енді қарап тұрсаңыздар ақсап тұрған проблема ғой. Осыған байланысты олар қанша талпынса да дөп түсе алмады, сезіне алмай отыр енді. Ал одан кейінгі қалған 32% қызығушылық көрсетіп отырған жоқ. Бұл шығарма, бұл жерде атаның іс-әрекеті, бұл не дейді, терроризм дей ма, солай өздерінің жаңағыдай жастардың тілімен айтып отыр. Бұл қазір сіздерге көрсетемін, ол жерде кездескен біздің тілдік бірліктерімізді ашып берейін. Міне келесіге ашсаңыз, мінекей бізде тілдік бірліктеріміз бар. Міне қарт, немере, кемпір, әжей, бесік дейді. Осы сөздер мысалы үшін өзіміздің қазақтың танымында өскен бала, қазақтың топырағында жүрген бала бірден біледі үйде қарттың кім екенін, немеренің кім екенін. Бір ғана сол жерде атаның жұбайы, мысалы үшін апа, ол шалына кемпір аталады, немересіне әже, апа аталады, ал енді қалғандарына басқаша атаумен келеді, есімімен келеді. Мінекей қазақтың сондай бір кеңшілдігі, бір ғана әйелдің статусын біз оның жұбайы басқаша атайды, оның немересі басқаша атайды. Бірнеше ұлттық атаулардың беріле алуы. Ал енді осыны ашып отқан студент өздеріңіз көріп отырсыздар, қарын аштырып отыр. Одан кейін иттің күшігі деген тіркесті талдауға берген кезде олар айтады, это оскорбляет дейді. Ал бізде не? Бізде қазақта өзінің баласына өзінің көзі тимес үшін иттің ғана баласы, иттің ғана күшігі, иттің ғана жаманы деп біз еркелетеміз. Ал енді мен осыны түсіндіріп отырмын. Сізге иттің ғана баласы десе, ол сізді бір жаңағыдай намысыңызға тию, сізді бір ұрсу емес.
ол сізді бір еркелетіп сүйсіну. Ата анаңыз өзіне баласына көз тигізбеу мақсатында айтып отыр, прагматикасы сол. Ал енді бізде қазақта әдемі сөз бар ғой, құлыным ау ботам ау деп айтып жатамыз, иә. Құлыным ау ботам ау дегенде олар енді жаңағы процентке сәйкес келіп тұр. Мысалы орыс аудиториясына барып сіз жеребенок мой деп айтса, олар күледі, себебі оның танымы басқаша. Қазақтың танымы құлыным ау дегенді ұл баласына еркелетіп айтатынды бірден сезіп тұр. Демек, сіздер өтініш мектепте оқыту барысында тілдің осындай қарапайым ғой, өздеріңіз сыбыр деңгейінің мамандары болғандықтан осылай кішкене болсын автордың прагматикасын, ұлттық кодтарды ашуға бір күнделікті мәтінде осылай ден қойсаңыздар деген өтініш болып тұр. Одан кейін, мысалы үшін, буыны қатаю деп бізде нені айтады? Буыны қатаю деген өз-өзіне келуді айтады. Жаңа босанған келіншекке де айтады, кішкентай жаңадан туған балаға да айтады, буыны қатайсың деп жатады. Тоқты байлау десек, олар бізге айтады, не дейді, қорадағы малын байлап қойды дейді. Бізде не дейді? Тоқты байлап, семіртіп, сояйын деп жатырмын деп айтады. Тоқтымды байладым деп айтып жатады. Одан кейінгі осы жердегі әке сөзін бөлу дегенге мән беруді сұраған кезде, ну что деп жатқандар да бар, немесе бұл қазақтың тәрбиесі. Ата тұрып, ұл сөйлегеннен без дегенді түсініп отқандар өте аз болыптыр. Мінеки мектеп жасынан бастап балаларымызды осындай тәрбиеге, міне біздің қазақтың танымы, лингва мәдениеті, ұлттық кодтары ол тұнып тұрған тәрбие. Мысалы үшін, атаң өлсе қойылар, атаң өлсе сойылар. Міне бұл 3-ақ бет үзіндіден кездескен біздің тіркестеріміз, кодтарымыз. Жақсы сөз жарым ырыс десек, ол не дейді? Что это дейді? Сосын мен айтып жатырмын, біздің қазіргі психологтардың тренингтарына барасыздар ма, көресіздер ма десем, да дейді. Ал енді сонда эксперимент бар ғой, 2-3 банкіні қатар қойып, бір банкіге сен жақсысың деп мақтайды, екінші банкіге ұрсады, үшінші банкіге жаңағыдай қарапайым сөздер айтады, ешқандай эмоциясы жоқ. Сол кезде мақтаған банкідегі сөздің қандай әдемі болғанын көріп жатсыздар. Оны қазір ұшытқан банкідегі сулар сасып шіріп көгеріп жатыр. Ал енді осыны бізде психологтарыңыз бар, басқа ғылым бар, лабораторияға апарып зерттеп жатыр. Ал біздің қазақта не? Қазақта біздің ата бабамыз осыны бізге о баста үйде жүріп ақ осыны бізге тәлім тәрбие етіп берген. Міне ұлттық код, кез келген сөзді кодтап балаларыңызға білім беріп, мектепте осыған кішкене болсын көңіл бөлсеңіздер, мінекей бізде не дейді? Жақсы баланы мақтап қанаттандырып жатады. Жастың жаңағы белін бу дейді, бетін қақпа дейді. Мінекей осы эксперимент жасамай-ақ біздің ата бабамыз осыны жақсы білген екен. Ал енді кері жүрсек, осы одан кейінгі мәселе бізде мынау тақырып, шығарманың тақырыбын талдау. Шығарманың тақырыбын талдауға келген кезде өзіміз байқап жүрміз, шығарманың тақырыбына мән бермей жатамыз. Өйткені міне осы қара шаңырақ деп аталатын шығарманы алу себебі менің не үшін автор басқа жаңағы ата мен әже орыстағы алып жатамыз ғой, или там немере деп бізде қояды сіздерде деймін. Ал неге бізде қара шаңырақ деп жатыр? Енді ол жерде түсінгендері түсінді, түсінбегендерінің жауаптары енді қарын аштырып жатыр. Қара шаңырақ деген ол бізде қазақта өте киелі ұғым. Оны енді барлығымыз жақсы білеміз. Тақырып атауда автордың діттеніміне киелі. Қара шаңырақтан ауылдағы үйлерін тастап қалаға жастардың жаппай көшуі. Ол бізде 21 ғасырдың ортасында, басында белең алды десек болады. Жастар қалаға ағылып жатты. Білім аламыз деп ағылып келіп, ауылда ата-аналары өздері қалып, солай қиналып жатқан кездері болды. Мінекей соған байланысты дүниеге келген шығарма бұл. Бұның атауы қара шаңырақ. Демек, біз бұрында не істейтінбіз? Тақырыпты біз зерттейтінбіз, бұл деген, мысалы үшін, қара шаңырақ деген жаңағы заттың атауы немесе шығарманың атауы деп кете қоятынбыз. Ал енді қазір не? Қазіргі үлгіге салсақ, қара шаңырақ деп аталу уәжі. Біз кез келген атаудың уәжіне тоқталмай соға алмаймыз. Ол тақырып өйткені. Одан кейін автордың прагматикасы не? Автордың прагматикасы жастарды ояту. Ата-анасын ауылда қалдырып отқан жастарды ояту. Ұлттық кодтарды жаңа талдадық сіздермен. Мінекей ұлттық кодтарды аша алмай жатқан балалар өте көп. Ол жерде енді
өңірге де байланысты деп айта аламыз, өйткені ол жерде оңтүстік жақтың балалары енді аздап кішкене түсініп жатыр, ал енді кішкене қиналып жатқан нағыз қаланың қақ ортасында қайнап өскен балалар қиналады екен. Д кодтау ұлттық кодтарды мысалы үшін жаңа келін деген ол зат есім немесе атау деп қана емес, келін деген кім, сол жағына қарай ашсаңыздар, әже деген кім, ата деген кім, иә. Одан кейін сөз тіркестері, сөздер, фразологизм, мақал мәтелдер, бір ғана 3 беттен осының барлығын кездестіріп отырмыз. Демек, жазушы бұрынғы кездер білесіздер, 21 ғасырда өте бір қиын кездегі жазылған шығармалар ғой енді, бірақ ол кісілер не істеді? Барынша бізге ұлттық қайнап жатқан кодымызды, мәдени лексикамызды, лингва аталымдарымызды бізге беруге тырысты барынша. Неге біз осы шығармаларды талдатқан кезде балаларға, әрине шығарманың көркемдеуіш құралын талдамасақ, ол да болмайды. Көркемдеуіш құрал ол шығарманы бояп тұрады, көркемдеуіш құралына қосып, сюжетіне қосып, осы тағы бір жағынан ұлттық кодтарды ашып оқытсақ деген бір ұсыныс, кішкене бір ұсыныс бар екен. Мысалы, енді мен қара шаңырақ дегенді оны бәріміз білеміз, бірақтан энциклопедияда берілген мағынасы өздеріңізге міне әйгілі. Ал енді қара шаңырақ деген атауды не мағына береді деп үйге тапсырма берілді. Сол кезде барлығы айтыпты. Аты қара шаңырақ, әке үйі, ата үйі. Аяжан, сен сабағың Тұтас. Неге бұл бұлай тұтас алған деп қарасам, барлығы Google-дан ашқан. онда не мен Шаңырақ деген не деген кезде, әке үйі, ата үйі дегенді көргенде тұтас 55 адам бір-біріне ұқсатып көшіріп келген. Ал енді қараңыздаршы, қара шаңырақтың энциклопедиядағы мағынасы мүлдем басқаша. Одан кейін мысалы, енді біз ана дамыған елдерде қызық, оңтүстік Корея, Жапония, Сингапур дейміз. Осы жердегі қазір енді айтып жүр ғой, ойбай, осы елдеріміз біздің бастауыш сыныпта балаға ұлттық тәрбие береді екен. Олар пәндер бар ғой, міндетті пәндерді 5-ші сыныптан бастап оқытады екен. Бастауышта оларды тек қана тәрбиелейді екен деп жатырмыз, қызығып жатырмыз. А неге біз қызығып жатырмыз? Бізде мынау баланың тілі шыр етіп дүниеге келгеннен бастап бар. Қалай дейсіз? Бесік жыры, мысалы үшін, ертегілер, эпостар, біздің барлық шығармамызды оқып, үйде анасы талдатпаса, балабақшада талдатып, мысалы, бесіктің суретін көрсетіп, бесіктің ойыншығын көрсетіп, бір ойыншықты кукланы әкеп садикте тербетіп, осыған бесік жырын айтыңызшы садикте. Оған балаларыңыз қосыла айтады. Бізде үйде балаларымыз айтады. Кукланы қуыршақты алады, бесікке әкеп бөлейді, өздерімен өздері айтады. Бесікті сол кезде көреді. Бесік жырын сол кезде естиді. Енді мына жерде балабақшаның да мұғалімдері қатысып отырған екен, айтып отқан жағдай. Біз келеміз де дамыған елдерде оқу жүйесі деп жаңалық ашамыз. Бұл жаңалықты бізге бұрыннан ата-бабаларымыз, ата-әжелеріміз ашып қойған ғой. Енді осының бәрін білеміз біз. Ал енді сіздерге бір мәтін дайындаған едім мен. Бар ма? Біздің бүгінгі тақырыбымыз осы. Демек, көркем шығарма тілін талдатуда баланың жаңағыдай көбінесе біздің өзіміздің ұлттық құндылығымыздың тұнып тұрған көркем мәтіндерді пайдалана отырып, тәлім тәрбиемен қоса ұлттық мәндегі сөздерді аша білу. Демек, ол бала не істейді? Мына Ресей ғалымдары болсын, Украина ғалымдары, бүкіл әлемнің ғалымдарының зерттеуі қандай? Өзінің елінің жаңағыдай мәдениетін, ұлттық мәдениетін біліп өскен бала, ол ең тәрбиелі бала деп есептейді. Мысалы үшін, ұлттық мәдени кодты білу, ол баланы тәрбиелеудегі ең үздік түрі дейді. Озық түрі, тәрбиенің озық түрі деп жатады. Демек, біз не істейміз? Жаңағы, мысалы, қазақ тілінде сөйлеу, қазақтың кодын ғана тану деп, оны бір жаңа қарапайым балаға теңеп жатады кейбір замандастары. Бұл қате пікір. Сіз ағылшын тілінің мәдениетін оқығыңыз келе ма? Сіз онда өзіңіздің тіліңізден бастаңыз. Сіз өз тіліңіздің мәдениетінен аттап, өзіңіздің ұлттық мәдени кодыңызды танымай, ағылшынның ішетін жаңағы бір мақалада берілген екен, ағылшын болу қиын емес. Ағылшын болу үшін сіз деген бургер жеп, кола ішсеңіз, сіз ағылшынға ұқсайсыз деп. Ал енді қазақтың ұлттық кодын берген кезде балаға соны сіңіре өсірсек, балабақшадан бастап бала соны түсіне алса, көзбен көрсе,
әрине садиктегі балабақшадағы балаға барып біз оны оқыта алмаймыз, бірақ біз балабақшадағы балаға оны көрсете аламыз, біз ол әнді айта аламыз. Бастауыштағы баланы да солай баулып оқытуымыз қажет. Мысалы үшін үйде ата-аналарымыз күнде айтып өсірді бізді. Ал енді қазіргі жастарда сол мәселені сұрасақ түсінбей қалып жатады. Бізге олай айтылмайды, бізге олай ескертпейді дейді. Демек, кез келген көркем шығарма ол бір немен, прагматикамен жазылады. Ол сізге келіп, менің шығарма жазуым келіп тұр деп бір оқиға желісін айту ғана емес. Кез келген шығармада өзінде бір сюжет бар, өзінде бір ұлттық кодтар бар, өзінде бір қорытынды бар, ода бір үлкен тәрбие бар. Кез келген шығармадан мектеп алуға болады. Мінекей, үлкен өтініш сіздерге, балаларға шығарма тілін талдату барысында оның сюжеті, мазмұны, одан кейінгі мәселе мынау көркемдеуіш құралдарынан бөлек осындай өзіміздің ұлттық танымдарды қоса оқытсаңыздар. Бізге бірінші курсқа келіп Алматының қақ ортасына келген бала өзінің шыққан тегін, өзінің шыққан жерін ұмытпай келсе, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз бар болса, мен жауап берейін. Бәрекелді, көп рахмет Айнұр ханым. Байқап отырсыздар, құрметті әріптестер, Айнұрдың өзі осы көркем мәтінді ұлттық кодтар арқылы талдаудан үлкен ғалымның басшылығымен, қазақтың атақты ару қыздарының бірі, ғалым қыздарының бірі Жамал Манкееваның жетекшілігімен қорғаған, қазіргі таңда үлкен ғалым, айтары бар Айнұрдың. Сондықтан, құрметті тыңдаушылар, сіздердің аттарыңызбен Айнұрға рахмет айтқымыз келеді. Сонымен бірге өздеріңіздің де айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, дайындалып отырсаңыздар, соңынан 5 минут өздеріңізге де соған уақыт қалдырсақ деп ойлап отырмыз, құрметті әріптестер. Осында мектеп мұғалімдері отыр. Мектеп мұғалімдері сіздерге айтатын бір үлкен өтінішіміз бар. Ол барлық уақытта, мәселен 45 минутта тек қана оқулықтың деңгейінде ғана қалып, белгілі бір мәтіннің деңгейінде ғана қалып қоймай, оқушыға осындай ұлттық рухты, ұлттық кодты анықтайтын ақпараттарды беріп отырсаңыздар, бұл біздің ертеңгі ұрпақтың ұлттық мемлекеттік санадағы, ұлттық санадағы болашағымызды тәрбиелеуге үлкен маңызы бар, үлкен рөл атқарады ғой деген ойды қайта-қайта өздеріңізге айтқымыз келеді. Келесі сөз кезегін мен өзімнің шәкіртім Бауыржан Каспиханға беремін. Біздің кафедраның докторанты, болашағынан үміт күттіретін үлкен ғалым деп бағалаймын Бауыржанды. Тақырып қазақ тілін оқытуда технологиялық құралдарды қолдану деп аталады. Бауыржан Каспиханұлы, сөз өзіңізде. Көп рахмет, апай. Бүгін бізде қазақ тілін оқытуда технологиялық құралдарды пайдалану, қазір технологияның қарыштап дамыған кезеңінде әдетте біз ашық сабақтарда немесе өзге де бір семинар сабақтарында ғана технологиялық құралдарды пайдаланып жатқан мектеп мұғалімдерін, әдіскерлерді көреміз. Ал енді күнделікті сабақ барысында пайдалану әлдеқайда тиімді, әлдеқайда дұрыс деп ойлаймыз. Соған қатысты өзіміздің пайымдауларымызбен бөлісіп өткіміз келеді. Бүгінгі баяндаманы 4 бөлікке бөлдік. Құралдар әрине өте көп. Қазақ тілін оқытуға арналған құралдар өте көп. Соларды тақырыптық жағынан, қызметі жағынан бір 4 бөлікке бөліп қарастыруға болады. Ол әрине қазіргі кезде ерекше дамып келе жатқан жасанды интеллект құралдары, одан кейін ұйымдастыру, сабақ барысын ұйымдастыруға арналған құралдар, одан кейін әртүрлі топтық жұмыстарды жүргізуге арналған құралдар, және соңғысын бағалау құралдары деп алдық. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Жасанды интеллектті өздеріңіз жақсы білесіздер, соңғы жылдары, әсіресе соңғы бірнеше жылда елдің назарын, бүкіл әлемнің назарын аударып, осы жасанды интеллект саласы ерекше дамуда. Интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар, машина жасау тілі, яғни электрондық құралдарды автоматтандыру, өзіміз қолданатын әртүрлі чат GPT сияқты құралдар. Бұл құралдарды біз күнделікті сабаққа да пайдалана аламыз, және өз мақсатымызға байланысты мемлекеттік тілді, қазақ тілін дамыту үшін де осы құралдарды тиімді пайдалануға болады. Соның мысалы ретінде чат GPT көбімізге таныс, OpenAI компаниясы жасап шығарған чат GPT құралы қазір 4-ші
кезең 4-ші нұсқасы жарық көрді. Тегін пайдалануда қазір 3/5 деген нұсқа бар. Бұны оқушылар, студенттер жақсы пайдалана алады. Бұл не? Бұл яғни жасанды интеллект сіздің қойған сұрағыңызға, сіздің берген тапсырмаңызға интернет басылымдарынан, интернеттен, жалпы ашық қорлардан мәліметтерді жинап, сізге лайықтап жасап беретін жасанды зейін, жасанды құрал, иә. Бірақ бұл құралды мұғалімдерде, яғни мұғалімдерде, оқытушыларда пайдалануына болады. Ол үшін бір шағын ғана бір формуланы есте ұстаған абзал. Қазір ағылшын тілінде еркін тапсырма беруге болады бұл жерде, еркін ақпарат беруге болады. Орыс тілінде команда беруге болады ChatGPT-ге, бірақ қазақ тілінде де ақпарат беруге болады. Ол енді дамып келе жатыр. Кейбір сөздерді сізге мысалы қате байланыстыруы мүмкін, бірақ алдағы уақытта ол түзеліп жөнделеді деген сенім бар, ой бар. Мынандай формуланы еске ұстасақ, қолдансақ, өзімізге қажетті ақпаратты тиімді жолмен алуға болады. Ол яғни рөл, яғни ChatGPT-ге сіз белгілі бір рөл бересіз, белгілі бір контекст ұсынасыз, немесе мысалы сіз оқытушысыз, маған осындай тақырыпта слайд жасау керек десеңіз, оқытушының рөлін бересіз ChatGPT-ге. Екінші Т дегеніміз ол тапсырма, яғни нақты тапсырма неғұрлым нақты болса, нәтижесі де соғұрлым жақсы, тиімді болады. Және үшіншісі формат. Яғни қандай форматта сізге орындау керек ChatGPT ол ақпаратты, сізге қалай беру керек сол ақпаратты, сол туралы нақты көрсетіп берсеңіз, әзірге ағылшын тілінде көрсету жеңілірек. Ағылшын тілінде көрсетсеңіз, сізге қажетті тапсырманы дәлме-дәл орындап береді. Сол уақытта орындап, сілтемелермен тіпті көрсетіп бере алады. Яғни бұл құралды алда уақытта толығырақ дамитын болса, қазақ тілінде де тапсырмалар беріп, өзіңіздің өз мақсатыңызда пайдалануға болады. Келесі құралды айтпас бұрын бір шағын ғана бейнероликті тамашаласақ, бұл бейнеролик Флорида штатында, Америка құрама штаттарының Петербург қаласындағы Сальвадор Далидің мұражайы. Осы мұражайға қатысты осыдан 4 жыл бұрын, 2019 жылы шыққан үлкен бір жаңалық деп есептеп, сол кезде осындай бір видео түсірген еді. Яғни Дали музейі осындай электронды интерактивті панель ойлап табады. Сальвадор Далидің суреттерін алып, оны нейрондық желіге салып, келушілермен интерактивті сөйлесе алатын. This technology allows people to imagine for a moment that there is such a thing as immortality, to see Dali alive again. Яғни суретке қараса, бейнежазбаға қарайтын болсақ, келген келушілермен еркін сөйлесе алады. Олар сұрақ қойса, Сальвадор Дали өзінің бағдарламада жинақталған жауаптар бойынша дайын жауаптармен сұхбаттаса алады, бірге суретке түсе алады, яғни селфи жасай алады. Бұл осыдан 4 бұрын осындай панельді, интерактивті панель тақтасын ойлап тауып жариялаған болатын. Ал дәл қазір тура осындай жүйені сізбен біз үйде отырып өзімізде жасай аламыз. Яғни 4 жыл бұрын бұл үлкен жаңалық, әлемді таңғалдырған жаңалық болса, қазір технологияның дамыған соншалық, біз өзіміз осындай ақпаратты көрсетіп бере аламыз. Кез келген чат-боттарды немесе модельдерді ешбір кодтаусыз-ақ белгілі бір сайттарды пайдаланып жасауға болады екен. Қазір көрсетейік. Мысалы, мынандай портал бар, Digital People деп, яғни сандық адам, осы сайтта сіз өзіңіздің сандық портфолияңызды, немесе сандық портретіңізді жасай аласыз, цифрлық портретіңізді жасауға болады. Бұл қалай? Яғни сіздің бейнеңіз, суретіңізді автоматты түрде осы сайт портал өңдеп, сіздің қимылыңызды, іс-әрекетіңізді қайталайтын электронды модель жасап береді. Әдетте мысалы біз әртүрлі сайттарға кіргенде, сайттардың шетінде чат-боттар шығады, көмекші құралдар. Осыны қалай істеймін, сізге қалай көмек көрсетемін, мен сіздің осындай гидіңізбін деген сияқты, мысалы Каспи гид деген сияқты. Тура сондай құралды біз өзіміз жасай аламыз. Алғашқы тегін нұсқасында бір ғана бейне жасауға мүмкіндік береді, бірақ оны ары қарай өңдеп, толықтырып, осындай модельдерді жасауға болады. Бұл ChatGPT-дің көмегімен, яғни сіздің бейнеңізге ChatGPT-дің ақпаратын байланыстырады. Яғни сіз берген аватар бойынша ChatGPT-ден жауаптар тауып, соларды көрсетеді. Тура сол сияқты тағы бір портал. Бұл Soul Machine деп аталады. Бұған қарағанда сәл жеңілірек. Мысалы, бір видеоны тамашалайық. Бұл өзіміз мысалы кез келген
ішіндегі аватарды таңдап сұрақ қойсақ, бұнда әзірге қазақ тілінде ақпаратты өте сапалы жеткізеді деп айта алмаймыз, бірақ алдағы уақытта оның сапасы жақсарады деген үміт бар. Қазір қарап көрейік қалай жұмыс істейтінін. Яғни осындай Soul Machine деген порталға тіркелесіз. Тіркелу оңай. Ол сіздің дауыстық хабарламаңызға жауап береді. Sizgi kmyok kresi tuşin maniatım alba. Bizde Digital DNA Studio da sizgi zizde jeki brendi izdeje sao balады. Атын жнинен bizgi хабарласу kmyok критет име. Яғни бұл жерде, белгілі бір акцентпен айтып тұр ғой, бірақ сонда да мына электронды жүйедегі аватар автоматты түрде сізге жауап беріп тұр. Егер сіз микрофонға рұқсат берсеңіз, тура осы аватарға сұрақ қойсаңыз, сұрағыңызға жауап береді. Интернеттен тапқан ақпараттары бойынша. Немесе жауаптарын сіз алдын ала да жоспарлай аласыз. Яғни осы жердегі мысалы behavior, әрекеттер батырмасына сіз оған арнайы бір сұрақтарға осылай жауап бер, осылай қозғал, көзіңді қыс сияқты әрекеттер тапсыра аласыз. Яғни осы модель жасалғаннан кейін, аватар жасалғаннан кейін, оны сіз өзіңіздің сайтыңызға салсаңыз болады. Немесе қосымша басқа да қолданбаларға, мобильдік қолданбаларға енгізсеңіз болады. Бұның ішінде міне суретке қарасаңыздар, міне тілін таңдауға болады, мемлекет таңдауға болады. Қазақ тілін таңдадық. Одан кейін астында сөйлесу түріне қарай сервистерді таңдауға болады. Мысалы Google қосымшасы арқылы, немесе Microsoft-тың когнитивтік жүйесі дейді. Сол арқылы, яғни сіздің мына мәтінде берілген сөзді аватардың ернімен жымдастырып байланыстырады. Тура өзі сөйлеп тұрған сияқты болады. Яғни біраз уақыт қарасаңыздар, өздеріңіз қарап шықсаңыздар, порталдың ішін өз мақсатыңызға қарай пайдаланатын жүйені жасап шығара аласыздар. Бұл не осындай аватар. Бастапы бені улерарылы манизы изгиз гертуги бастаушин Digital DNA студияны пайдалану балады. Мен сізгізі изді атай әнжінен Бұл жерде бастап... міне мысалы біз бұл мәтінді аватарға енгізген жоқпыз. Аватар автоматты түрде өзі DJ студияда болғандықтан сол жерде бізге кіріспе ретінде қазақ тілін таңдағанда тура осылай жауап беріп шықты. Ал бұны ары қарай өңдеу, ішіндегі ақпараттарды өзгерту өз қолыңызда. Яғни мақсатыңызға сай өзгертуге болады. Келесі тура сол сияқты портал, осы DID студия дейді. Тура осы жерде де, бұл жерде сіз өзіңіздің суретіңізді қоя аласыз. Өзіңіздің суретіңізді қойып, электронды аватар жасауға болады. Мысалы, мұнда біз мәтінді енгіздік. Белгілі бір аватарды таңдадық. Мысалы, біз өзіміздің суретімізді таңдайық. 200-200 көлеміндегі, Содан кейін порталдың оң жақ қапталындағы мәтін редакторына өзіңіз қалаған сұрақты сөзді енгізесіз. Мәтінді енгізесіз, Одан кейін тілдердің ішінде, мысалы, қазақ тілін таңдауға болады. Оның ішінде бізде екі түрлі диктордың дауысы бар, жазылған Дәулет және Әсел ғой деймін, екі, яғни соның ішінде қажетті дикторды таңдайсыз, сізге дайын бір видео жүктеп жасап береді. Немесе өзіңіз аудио енгізсеңіз болады. Видеоны дайындау батырмасын басасыз. Тегін нұсқасында 20 видеоға дейін дайындауға болады. Автомат түрде сізде міне осы порталдан сіздің видеоңыз генерацияланып шығады. Қазір көрейік. Бұл енді ең қарапайым түрі. Видеоны бассаңыз, сіздің мысалы, мынау жай ғана сурет болатын, суретке дауысты, дыбысты байланыстырды, ерніңіз де соған сай қозғалып тұр. Яғни жай ғана сурет, JPEG суретінен видео жасап берді. Мысалы, мына жерді қайтадан қосайын. Бұл басында сурет болған, осы суретте мынандай видео жасап берді, Бұны енді өзіңіз мақсатыңызға қарай сабаққа пайдалануға болады, сабақты бір тапсырма ретінде берсеңіз болады. Немесе бір бейне сабақтар жасауға кезінде қолдансаңыз болады. Мұнда мынандай бір заң сұрақ туындайды. Кейде бізде интернетте тарихи тұлғалардың осындай сөйлеген бейнесін шығарып жатады. Оған қатысты осы DID студиясы мынандай талап қойған екен. Егер мысалы белгілі адамның тарихи тұлғаның суретін интернеттен тауып осы жерге жүктесеңіз, сізге ескерту шығады. Сіз тарихи тұлғаның немесе танымал тұлғаның бейнесін пайдаланып отырсыз, суретін пайдаланып отырсыз. Сіз тек қана оны дұрыс мақсатта ғана пайдаланыңыз. Егер олай пайдаланбайтын болсаңыз, сіз тек қана ақылы түрде ғана пайдалана аласыз деп айтады. Яғни кез келген суретті жүктей алмайсыз. Сол себепті бүгін біз мысал ретінде де өзіміздің суретімізді қоюға жөн көрдік.
Ал мысалы тарихи тұлғаны немесе басқа да бір мақсатта қолдану үшін ол жерде сізге ескертпе шығады, яғни сол жағында бұл ескерген екен. Ары қарай кеттік. Келесі бұл жасанды интеллекттен бөлек енді ұйымдастыру құралдары. Әдетте сабақ барысында әртүрлі ұйымдастыруға біз IT технологияларды, АКТ құралдарын пайдаланамыз ғой. Сабақтың басында, ортасында деген сияқты. Соған байланысты құралдарды кейбіреуін ғана санамалап өтейік. Мысалы, кезекті анықтауға арналған құралдар. Мына жерде мен сілтемелерде тұр. Ол 3 түрлі құралда пайдалансақ болады. Еркін, оның бірі жаңа Classroom Screen, онлайн стоп және Казмаз деген құралдар. Қазір мысалы біреуін біз пайдаланып сіздерге көрсетейік. Экранымды шығарайын. Мысалы, мынау онлайн стоп-watch деген портал. Әсіресе мұғалімдерге таптырмас құрал деп айтуға болады. Бұл жерде сол сабақты ұйымдастыруға қатысты. Мысалы, топтарға бөлу батырмасын басып, әртүрлі жас ерекшеліктеріне қарай түрлі формасын, түрлі шаблондарды пайдалануға болады. Мысалы, төменгі сынып оқушыларына, орта буынға, жоғары сыныпқа деген сияқты. Мысалы, шартты түрде бұл жерде есімдер берілген, сіз оны өзгерте аласыз. Мына батырманы басып, мына жерге оқушылардың, студенттердің есімін енгізуге болады. Мына жақта қанша топ болатын таңдайсыз. Содан кейін топты жасақтайсыз. Яғни осындай анимациялық түрде сіздерге әр топта кімдер болатынын анимациялық түрде көрсетіп береді. Тез көрсетейік. Мысалы, 5 топқа бөліп берді. Біздің қатысушыларды 5 топқа бөліп берді. Осындай интерактивті түрде, осындай формада жұмыс істеуге болады. Бұның басқа да үлгілері бар. Төменде ойын формасында әсіресе кішкентай балаларға арналған түрлері. Бұл онлайн стоп-watch деп аталады. Келесі кезекті таңдауға, мысалы, кезекті таңдауға байланысты әдетте мысалы осыны пайдаланып жатады студенттер, оқушылар, мысалы сабақ сұраған кезде, тура сол сияқты оқушылардың есімін енгізесіз. Соң қазір мысалы кім сабақ айтады, кім тапсырма орындайды дегенде осылай рулетканы айналдыруға болады. Ойын түрінде кімнің сабақ айтатын, кімнің кезек екенін сізге растап көрсетіп береді. Осындай шағын құралдар. Ары қарай жалғастырайық. Біз бірнеше нұсқасын көрсеттік мына жерде. Яғни әр порталдарды өзіңізге ыңғайлысын таңдап пайдалансаңыз болады. Жұмыс жасау тәртібі, жүйесі, алгоритм бәрінде бірдей. Classroom Screen, онлайн стоп-watch, немесе Казмаз, мына жерде сілтемелер де бар. Мына жерде сол сілтемелерге кіріп, өздеріңіз еркін пайдалана аласыздар. Қазір скринда болсаңыздар да болады. Қандай порталдар екен. Тура сол сияқты таймер қою, әртүрлі тапсырмаларға біз уақыт береміз ғой. Мысалы 5 минутта орындасын, 3 минутта орындасын, немесе баяндаманы 3 минутта жасасын деген сияқты. Сол сияқты соларды да осы порталдар арқылы ұйымдастыруға болады. Яғни анимацияланған түрде өзіңіз қалаған уақытты қойып, әртүрлі құм сағат па, шырақ түріндегі сағат па, әртүрлі сағаттарды қойып пайдалана аласыздар. Ары қарай кеттік. Келесі топқа бөлу. Жаңа айтып өттім, топқа бөлуде де тура сол сияқты. Осы порталдарда осы қызметтердің бәрін ұсынады. Бұлардың бәрі тегін, тіркелудің қажеті жоқ. Кейде мысалы бізде оқытушылар, әсіресе мұғалімдер қорқып жатыр, бірдеңе тіркеліп айтады, бұл ақылы, ақша сұрауы мүмкін деген сияқты. Бұл жерде барлығы да тегін, еркін пайдалана аласыздар сабақ барысында. Сілтемелері, атаулары міне слайдта көрсетіліп тұр. Бұл әрине сабақтың интерактивті болуына, оқушылармен бір байланыста болуға көмектеседі. Келесі топтық жұмыс құралдары. Топтық жұмыс құралдары әдетте біз ғана креативті оқыту, топпен оқыту, тек қана қатқыл дағдылармен қатар жұмсақ дағдыларды бірге пайдалануға дағдыландыру, үйретуге байланысты осы топтық жұмыс құралдарын пайдалансақ болады. Оның бірі оқытушылардың көбі біледі, Миро тақтасы. Миро тақтасының мүмкіндіктері өте көп.
бір уақытта бірнеше адам бір тақтада жұмыс істей алады, бір қатысушы, бір студент немесе бірнеше студенттер, иә. Бұл жерде неше түрлі тақтада неше түрлі жұмыстарды көрсетуге болады. Яғни ортақ тақтада бір презентация жасауға, өзіне қатысты бір баяндамаға дайындалуға, майндмап жасауға, иә, әртүрлі карталарда, иерархиялық карталар жасауға, немесе белгілі бір тапсырмаларды жүйелеп бөлуге болады. Тура сол сияқты тақта, келесі тақтаны көрейік. Бұл Padlet тақтасы. Padlet тақтасының бір ерекшелігі, бұнда сіз шағын бір беттік сайт сияқты жасай аласыз. Яғни өзіңіздегі ақпаратты, оқу материалдарын рет-ретімен белгілі бір жүйеге салып, орналастыра аласыз. Конструктор түрінде, оған кодтаудың да немесе белгілі бір тілдерді білудің де қажеті жоқ. Қарапайым жылжытып қою арқылы өзіңізге қажетті ақпаратты, оқу материалдарын ұйымдастыруға болады. Мысалы, бұны да қарап орналастырып көрейік сізбен бірге. Яғни Padlet тақтасына кіру үшін жүйеге Padlet деп жазамыз. Padlet тақтасына менде автоматты түрде кірді. Сізге тіркелуді сұрауы мүмкін. Бірінші рет кірген болсаңыз, тіркелу оңай. Электронды поштаңыз арқылы тіркелсеңіз, электронды поштаңызға код келеді. Сол код бойынша тіркеліп қайтадан кірсеңіз болады. Әртүрлі тақталарды, шаблондарды таңдауға болады. Мысалы, біз мына галерея бөлімінен қандай шаблондар бар, қандай дүниелер жасалған екен, соларды көрейік. Мысалы, хронология. Бұл бұрыннан жасалған, басқа қатысушылардың жасаған дүниесі үлгі ретінде пайдаланып көрейік. Мысалы, осы ұяшықтардың орнына, суреттердің орнына өзіңізге қажетті ақпаратты, я материалды қойсаңыз болады. Интерактивті түрде оларды қозғалтуға, жылжытуға болады. Яғни сілтемемен бөліссеңіз, оқушылармен немесе студенттермен, олар осыған кіреді, ақпаратты көреді, немесе ақпаратқа комментарий бере алады, өздері толықтыра алады. Яғни баяндаманы немесе презентацияны осындай Padlet тақтасында жасауға болады. Ол яғни оқытушы өзі дайындап келе алады, немесе қосымша студенттер де өздері жасап, оқытушыға немесе сыныпқа, белгілі бір аудиторияға ұсына алады, көрсете алады. Келесі. Мұнда да сілтемесі бәрі көрсетілген. Тура сол сияқты тағы бір тақта, бұл Google экожүйесіндегі Jamboard тақтасы. Бұның ерекшелігі, бір уақытта бұрын мысалы біз плакаттарға, қағазға жазып, соны тақтаға шығып қорғайтын, оқушылар, студенттер деген сияқты. Бұл жерде плакатқа жазудың да қажеті жоқ. Әркім өзінің ұялы телефонында немесе алдындағы мына ноутбуктар арқылы бір сілтемеге кіреді, сол сілтемеде өзі презентациясын жасайды. Ол және ортақ экранда көрініп тұрады. Кез келген адам оны өңдей алады, сіз рұқсат бересіз. Яғни тақтаға бұрынғыдай қағазбен, қаламмен жазудың қажеті жоқ. Әртүрлі ақпараттарды, ол жерде ол интернетті пайдаланып суреттер ішінде қоса алады, көркемдей алады, әртүрлі безендіре алады. Яғни бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік беретін. Бір мезетте бірнеше адам бір құжатты өңдей алады, сілтеме жасай алады, өзгерте алады деген сияқты. Соған мүмкіндік беретін осындай құрал. Әдетте планшеттермен жұмыс істеген кезде, немесе осындай бір электронды панельдермен жұмыс істеген кезде бұл өте тиімді. Егер көптеген қазір мектептерде электронды панельдер бар, сол панельдерде осы тақтаны пайдалануға болады. Ары қарай кеттік. Келесі бұл Tilda конструкторы. Бұл негізінен сайт жасайтын құрал. Көбінесе бизнесте, маркетингте қолданады. Бірақ бұны біз сабақ барысында да пайдалана аламыз. Сіздерге сілтемесін көрсеттік. Мұнда лонгридтерге сілтеме бердік. Яғни лонгрид деген не? Ол ұзақ мәтін, үлкен мәтіндер, мультимедиалық мәтіндер. Мультимедиалық мәтіндер, лонгридтер, яғни бір беттік қарапайым парақшалар жасауға болады. Бұл жерде көптеген ақпараттарды, өзіңізге қатысты оқу материалдарын, тек қана кітаптан емес, кітаптардың бөлек ақпараттарды, ресурстарды сурет түрінде, видео түрінде, мәтін түрінде қоя аласыз. Слайд жасаған сияқты, бірақ автоматты түрде ол тамаша бір сілтемесімен бөлісесіз. Оқушыларыңыз, студенттеріңіз, әртүрлі аудиториядағы адамдар оны ұялы телефонынан, кез келген интернетке қолжетімділігі бар құралдан кіріп, оқи алады, бөлісе алады, комментарий жаза алады, пікір білдіре алады деген сияқты. Бұнда да тіркелу оңай. Ішінде үйрету құралдары бар, тегін түрде әртүрлі конструктордағы құралдарды конструктор сияқты құрастырып беруге болады. Өзі автоматты түрде сізге көрсетеді. Осы жерде осындай дүние қажет,
мына жерге сурет қоясыз ба, қандай сурет қойғыңыз келеді деген сияқты сізден сұрайды. Интерактивті түрде сол арқылы өзіңізге қажетті бір ақпаратты жазып бере аласыздар. Біз қазір мысалы бір лонгридті көрсетейік, қалай жасалған бір үлгісін. Әдетте мұны медиа саласында бұқаралық ақпарат құралдары пайдаланады, бірақ біз оны өзіміздің сабақ барысында да пайдалансақ болады. Мысалы мынау лонгридтер туралы. Лонгрид ағылшын тілін аударған ұзақ рид, яғни ұзақ оқитын ақпарат деген сөз ғой. Қазіргі заман жастар өзі бір екі минуттық видеоны көруге ерінеді, бірнеше абзацтық дүниені оқуға ерінеді, иә. Бірақ соны тиімді жасау үшін, мультимедиалық түрде жасау үшін сіз осындай айла тәсілдерді пайдалана аласыз. Яғни жастардың өздерінің тілдерінде сөйлеп, өздеріне қажетті ақпаратты бере аласыз. Мынаның ішінде бір лонгридке кіріп көрейік. Ол қалай жасақталған екен. Мынаның өзі де лонгрид негізінен. Мысалы Чернобыль туралы лонгридқа кірейік. Яғни мысалы Чернобыльға қатысты ақпаратты осындай видео, сурет, мәтін түрінде редакторлар жасап шығарған. Яғни өзіңіздегі бар ақпаратты әдемілеп ұсынудың бір түрі. Мәтін түрінде ұсынсаңыз болады, жаңа суреттер қойсаңыз болады, әртүрлі шрифтпен. Бұл ақпараттың бәрін сайт портал өзі береді, қандай шрифтпен жазсаңыз тиімді, қандай шрифтпен жазсаңыз сізге әдемі көрінеді деп өзі ұсыныс ретінде көрсетеді. Яғни лонгрид деген осындай дүние, мультимедиалық ақпараттар, мультимедиалық мәтін, суреттерімен, бейне жазбаларымен, осындай мәтінді өз мақсатыңызға сай құрастыруға мүмкіндік беретін портал осы Тильда деп аталады. Ең соңында сіз интерактивті бір сұрақ қойсаңыз болады, сауалнама жасасаңыз болады. Мәтіннің соңында жетті ме, кім жетті, қанша адам жетті, сол туралы статистиканы да алсаңыз болады. Ары қарай кеттік. Айнереде ойлағаным ғой. Ары қарай келесі. Яғни семинар соңында презентацияны жіберсек, өздеріңізге қажетті сілтемелерді алып, пайдаланып, еркін жұмыс істей аласыздар. Және соңғысы бағалау құралдары. Бұл мектеп мұғалімдеріне жақсы таныс деп ойлаймын. Әртүрлі ойындар, интерактивті ойындар, тесттер, викториналар жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, Educa Play. Осы жерде суреттен ақ көріп тұрсыздар, жоқ. Немесе мына бақаның бейнесіндегі ойын түріндегі әртүрлі ойын түрлерін жасап бере алады. Яғни сіз сол жерде сұрақтар мен жауаптарды өзгертесіз өзіңіздің мақсатыңызға қарай. Мысалы, жұбын деген сияқты, мысалы, мына жерде. Немесе сөз тізбеден сөзді іздеп табыңыз. Әртүрлі кроссвордтар, сөз жұмбақтар құрастыруға мүмкіндік береді. Олардың бәрі тегін, еркін пайдалана аласыз. Келесі Learning Apps бағдарламасы, оны әдетте оқытушыларды өте көп пайдаланады. Мұнда мысалы жұптастыр, классификация, әртүрлі бөліктерге бөл, белгілі бір ақпаратты хронологиялық жүйеге сал деген сияқты тапсырмалар жасауға мүмкіндік береді. Және бұл тапсырмалар бір 5-10 минуттық қана уақытты алуы мүмкін сабақ барысында. Бірақ соның өзінде оқушыларға қызық, олардың назарын зейінін аудартуға көмектеседі, тақырыпты қызықты өтуге көмектеседі, арасында сергіту сәті ретінде жұмыс істетуге болады. Немесе оқушылардың өзіне осындай тапсырма беруге болады. Осындай тапсырмаларды жасаңыздар. Қазір оқушылар тезірек меңгерген, тезірек жасай алады. Бәрі интерактивті түрде оңай өзіңізге қажетті ақпаратты тапсырмаларды жасауға болады. Тура сол сияқты тағы бір қосымша, бұл WordWall деп аталады. Бұнда да бірнеше ойын түрлерін, тапсырма түрлерін жасақтауға мүмкіндік береді. Сәйкестендіру, квиз, рандомды карталар, карусель түріндегі сорттау, анаграммалар, белгілі бір флеш карталар, ақпаратты еске сақтауға арналған, бос орынды құрастыру, сөз жұмбақ құрастыру сияқты мүмкіндік береді. Және бұл порталдың ерекшелігі, сіздің бір жасаған тапсырмаңызды, дайын тапсырманы бірнеше түрге бөлуге болады. Бүгін сіз оны сөз жұмбақ түрінде жасадыңыз, мысалы, сұрақ, одан кейін жауабын. Ертең тура сол тапсырманы бір батырманы басу арқылы форматын өзгерте аласыз. Тест түрін айналдыруға болады, викторинаға айналдыруға болады деген сияқты. Яғни жаңадан жасамайсыз, сол бір тапсырманы бірнеше формада беріп көрсетуге болады. Соған мүмкіндік беретін құрал. Және келесі, бұны әдетте карантин кезінде көп пайдаланды, Kahoot және Quiz сияқты викторина түрлері, тест түрлері. Оны да өз мақсатыңызға қарай өңдей аласыз, белгілі бір
ішін жөндеуге болады. Яғни мысалы сұрақтарға белгілі бір лимит қоюға, уақыт қоюға, бір сұраққа мысалы 5 секундта жауап береді, келесі сұраққа 1 минутта жауап береді деген сияқты күрделілігіне қарай. Біз осы екі құралды салыстырып көрдік. Қандай мүмкіндіктері бар, ерекшеліктері бар. Әдетте Kahoot-ты көп пайдаланады, бірақ Kahoot-тың бір ерекшелігі сұрақтар мен жауаптар бізде бір ортақ бір экранға шығу керек. Оған бір проекторды қажет етеді, немесе үлкен бір экранды қажет етеді. Ал ұялы телефонға немесе қатысушылардың телефонында тек қана суреттер шығады. Төрт бұрыш, жұлдызша деген сияқты, сары, қызыл түс деген сияқты. Сол жағынан ол біраз тиімсіздеу. Ал Quizzes порталында сұрақтар ұялы телефонның өзіне шығады, бетіне шығады, және сұрақтарды алмастыруға болады. Яғни бір уақытта әртүрлі адамға әртүрлі сұрақ келуі мүмкін. Біреуге сұрақтың соңғы жасаған сұрақтарыңыз, біреуге бас жағындағы тест сұрақтары алмастыруға болады, және оларды тиімді басуға болады. Және бір ерекшелігі, бұлар викторинаны толық есебін жүктеп алуға мүмкіндік береді. Әдетте біз сұрақтарды сабақ барысында пайдаланамыз, бірақ кейінгі нәтижесін талдамаймыз. Ал бұл порталда бәрі сақталады, нәтижесін кейін қарап шықсаңыз болады. Қанша сұраққа дұрыс жауап берді, сыныптың қанша пайызы бұл сұрақтарға жауап бере алды, немесе бере алмады, қай сұраққа келгенде кідіртті. Тіпті Quizzes порталында мысалы мына сұраққа қанша уақыт ойланды деген статистиканы да алуға болады. Осы сұраққа келгенде қатысушылар көбірек ойланды, жұмыс істеді деген сияқты. Бұл порталдарда қосымша ақыл қызметтері де бар, яғни сұрақ санына шектеу жоқ, әртүрлі сұрақтардың типтерін таңдауға болады деген. Бірақ бастапқы кезде тегін формасының өзі де сіздерге өте көп мүмкіндік береді. Және қорытындылайық, осыған қатысты сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Бұл шартты түрде бір шолу жасап өттік сұрақтарға, порталдарға. Сілтемесін слайдты жібереміз, сол слайдтың ішінде осы сілтемелер болады, бірден сол сілтемелерге өтіп, өзіңіздің қажетіңізге қарай пайдалансаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жақсы, көп рахмет, Бауыржан. Бәрімізге де пайдалы. Мынау сайттарды мен өзім жазып алып отырдым, өйткені күнделікті дәріс барысында осы көрсетілген материалдарды пайдаланатын болсақ, біздің қазақ тілін оқытудағы, ақпараттарды берудегі тәжірибелеріміз меніңше өседі, және оқушыларды, студенттерді, балаларды қызықтыруда да үлкен маңызы бар ғой деп ойлаймыз. Көп рахмет, Бауыржан, сізге. Құрметті қатысушы оқушылар, оқытушылар, студенттер бар екен арамызда, мұғалімдер. Бүгінгі біздің ұйымдастырылып отырған семинар өз мәресіне жетіп қалды. Енді сұрақ қоям дейтін, немесе бір-екі ауыз пікір айтам дейтін болсаңыздар, құрметті қатысушылар, мархабат, бізде сіздерге арналған 5-10 минут уақытымыз бар. Сұрақ қоюшылар, пікір айтушылар болса? Саламатсыздар ма? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, рахмет. Мен Тараз қаласынан 35-ші мектептен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Есалиева Маржан, 30 жылдан аса еңбек өтілім. Мен сіздерге алғысымды білдіргім келіп отырмын. Өте сондай бір бізге қажетті, тиімді семинар болды деп есептеймін. Рахмет айтқым келіп отыр. Бастан аяқ тыңдадым, өзіме көп мағлұмат алдым. Сіздерге рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті әріптестер, егер қоятын сұрақтарыңыз болса, қысылмай сұрақ қойсаңыздар болады, мархабат. Жақсы, онда ойланамыз тағы да, қабырғамызбен кеңесеміз, ақылдасамыз. Біз ертең аманшылық болса, сағат 3-те осы сілтемемен 12-де ма? Ертең 12 мен 2-нің арасында онда біз сіздермен тағы да кездесетін боламыз. Осымен бүгінгі семинарымыз аяқталды. Келгендеріңізге, тыңдағандарыңызға тағы да алтын уақыттарыңызды бөліп біздің семинар тренингімізге қатысқандарыңызға ертең аман сау болыңыздар. Осымен бүгінгі біздің жұмысымыз аяқталды.